Қымбат достар, Талқылайық YouTube жобасы қонақжай қала Шымкентке келді. Тағы бір түсірілім, тағы бір сұхбат көреміз. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар жетеді бізді шеттетет, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бар жетеді бізді шеттетет, как будто шетелдей. Әуелі Шымкент қаласының тұрғындарының миллион командасы жайында пікірін білсек. Кеттік. Қыздар, саламатсыздар ма? Миллион деген КВН команданы танисыздар ма? Иә. Кімді танисыздар, нақтырақ? Қанат, ходим. Особо ведь білмейміз, но сырттай білеміз, да, что? Қайдан танисыздар ол? Инстаграм, ТикТок. Инстаграм, ТикТок? Жиздуха, вообще көресіздер ме? Иә. Мен көрмеймін, бірақ. Жиздуха көреміз. Қалбиба. Айжамал. Айжамал. Одан кейін тағы Потом бар. Балдызы бар. Фатима, кімнің інісі? Қалбипа ма? Сен көрмейін деп едің ғой жаңа? TikToктан шығады, Иә. Ұнай ма? иә. Олар көп боқтамай ма? Ой, біле. Жақсы қыздар, сәттілік. Әпше, қалыңыз қалай? Неге нашар? Миллион деген КВН команданы танисыз ба? Ойбай, білмеймін. Олардың әзілдері, Жиздуха, әпше деген Ой, бала шағым көреді. Сіз көрмейсіз бе не? Ұнамай ма? Ұнағанда енді, прикольный бір бәле ғой, онда көрмеймін мен өзім. Қашпа. Ассалаумалейкум. Миллион КВН командасы көресің бе? Иә. Танисың ба? Олар ұнай ма, ұнамай ма? Ұнайды. Несімен? Енді әзілдері, кинолары. Бәрі жаны жақсы. Кім қаттырақ ұнайды? Ой, бәлә. Шымкент Forever. Ой, бля, кеттік. Ассалаумалейкум аға. Қалыңыз қалай? Миллион деген КВН команданы танисыз ба? Қашты. Иә. Қыздар, саламатсыздар ма? 1-2 минут уақыттарыңызды алайықшы. Миллион деген КВН команданы танисыздар ма? Жоқ. Мүлде. Есен жоқ. Жиздуха, әпше деген сериалдары бар. Жоқ. Көрмейсіздер ме? Жоқ. Шымкентте Жиздуха мен әпшені миллионды танымайтын 2 адам таптым. Сәттілік сіздерге. Танымайтындар да бар екен. Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Миллион деген КВН команданы білесіздер ма? Иә. Ұнай ма сіздерге жасаған жұмыстары, әзілдері, приколдары? Соған артық кете ма? Ол менің класстастарым ғой миллион. Қанат пен Мансармен бірге оқығам. Қалай оқыды? Ол ең жаман оқыған балдар еді ғой негізі. Қазір бәрінен озды ғой. Егер құпия болмаса, Мансар мен Қанаттың алғашқы махаббаттарын айтып беріңізші. Мен ешкімге айтпаймын. Ол Мансардың алғашқы махаббаты ол айтпайтын. Қанаттың Қанаттікі кім? Неге мұна кісіге көп қарадыңыз? бұл мен күйеуім, Қанаттыңкі мен. Сіз ренжімеңіз енді. Ол мектептегі махаббат па? Сәттілік сіздерге. Бала кезде болған. Әрине, ол күшті команда. Сәттілік. Жалғастырамыз. Біз Қанаттың алғашқы махаббатын тауып алдық. Миллион деген КВН команда танисыздар ма? Қалай, ұнай ма приколдары? Несімен ұнайды? Әзілдер өтімді ғой. Қай жағынан? Барлық жағынан ғой, жастарға да, үлкендерге де. Миллион деген КВН команданы танисыздар ма? Иә, танимын. Қалай, жұмыстары ұнай ма сіздерге? Ұнайды. Несімен ұнайды? Қызықты ғой. Күлдіреді, жақсы. Олар Жайдарманда чемпион болған білесіздер ма? Иә. Лайықты ма? Лайықты. Қымбатты көрермен, міне Шымкент халқы миллион КВН командасын жақсы біледі, жақсы көреді, 90% таниды десем болады. Енді өздерімен сұхбаттасамыз, кеттік. Сал серіліктің патология біздің жігіттерде болады. Кубок қолда, бала белде, қатын қайда? Оны айтамыз айтпай қоямыз ба? Ұяламыз аналар, кейін кәз көріп ше. Біз Қанаттың алғашқы махаббатын тауып алдық. Охо. Мен ажырасып кеттім ғой десең. Сезіміміз оянып бәле болды. Қай жаққа барып? Хайп па, кайф па? Сұрақ осы болды.
Бұлар кете ма? Мен түсінемін, мен сұрағым сендерге ұнап тұрған жоқ. Ешкім ештеңе айтып қойды жігіттер. Сабыр. Таза шымкентский болыпсың ғой. Ұялған нанымды бүйтіп жинағансың ғой. Қымбат достар, біз Шымшаһарда Жайдарман лигасының 21 жылғы чемпиондары миллион КВН командасымен сұхбат жасамақпыз. Жігіттер, көргеніме қуаныштымын. Ассалаумағалейкум. Менің қолымда сендердің чемпиондық дипломдарың және кубоктар. Осы чемпиондыққа жету үшін 8 жыл тер төктіңдер. Жоғары лига 2021 чемпион миллион. Қол жеткізгендегі сезім кімде қандай болды? Айтып жеткізе алмайсың. Қанша еңбектендік 2013-тен бастап, команда болып құрылғаннан бастап бір мақсат болды. Бір нәрсені соңына дейін жеткізу деген. Сол мақсатымызға жеттік, шүкір, 2021 жылы. Чемпион болған кезде түс сияқты өтіп кетті. Анау мені балдыр айтады, балымызды есептеп келіп жатыр ғой. Нандай бүтін, ұпай, нандай деген кезде көрермендер есептеп қойғандар, және ардагер және маша бірсіңдер деп тұрған. Біз бір жаман жер балдарын бал санай алмаймыз біз. Біз ұтылып қалсақ та біз бірдің жолдама алды деген кезде білеміз, или өтпеді деген кезде есін ағадан естиміз болды. Оған дейін біз біреулер масқарап 0,1 бірдеңе деп есептеп отыр ғой. Оны есептей алмаймыз деп тұрамыз. Сол кезде балдар қуанып тұрған, шүкір деп. Мен тіш тұрыңдаршы деймін де, айтсын бірінші. Айтты, алдық, көтердік. Көтеріп чемпион болып, қуанып отқан кезде мен есіме бүкіл нәрсе осы жасаған қайырымдылық тірліктеріміздің бәрі көз алдымыздан өтті. Андай ойыма бір Құдай, міне соның бәрінің несі пайдасы, пока осы сендерге беріп тұрғанын ағыра жасай беріңдер, әлде мен тоқтатпаймын деп тұрған сияқты бір Құдайдан сондай бір нәрсе, сондай ойыма келді сол кезде, шүкір дедім. Ең сәтсіз сезон? Карантин кезінде болды ғой. Иә. Көрерменсіз біздің өнер адамдары білмеймін, өте қатты қиналдық. Ешкім күлмейді, басқа қылмайды. Тентек адам. 5 жүре отырады, болды, короче. Еще конгресс холда, үлкен залда, ондай жерде қатты күлдірсең мақұл оны. Сол 5 кісіге бола ойнайсың, қалған халық қызық емес. Ал 5 кісіге ойнамасаң келесінеге өте алмай қалуың мүмкін. Атмосфера жоқ. Короче, қышуын қанбай қайтады ғой, бір сөзінше. Сіздердің өзі маскамен отырады, күліп атыма күлмеді, білмейсің. Эмоцияң жақсы. Шүкір, одан кейін. Біз сол кезде... Көз сығырайғанын күтесің ғой бейті. Сол кезде карантин болып жүрген кезде Қырғызстан шақырды ғой ойынға. Қырғызстанға барып ойнадық. Мәзалық қой. Бірінші шықтық, бірінші шуткімізді кірді, қатты кәдім. Түнгі клубтан, яғни ночной клубтан қыз алып қашып кеткен жігіттер. Давай. Жүр, давай. Тоқтаңдар. Тұрбасын не қылаңыз? Бізге қарай естілді. Бірімізге қарап қоямыз ғой, ұмыт қалғанбыз уже ондай. Аватса, қошемет, ондай нәрселерді. Не олар екен деп, бүйтіп әйтер. Жігіттер бірнеше лигада ойнадыңдар. Жаңағы Жайдарман бар, Қырғыз лигасы бар, Әулиеата лигасы. Әзімхан ағаның лигасы болған, оға баста. Сол кісіден бастағанбыз. Сендер ойнаған қай лиганың көркемдік деңгейі жоғары болды? Жоғарғы лига ғой. Жоғарғы лига ғой. Жайдарманның жоғарғы лигасы. Әулиеатада бәрі сол жоғарғы лиганың ішіне кіреді. Люкс қой жақ. Несімен қызық, сенен алдыңғы тәжірибелі ағалар, уже миыңды ашыта бермейді, басқаша, бір-бірімен қарым-қатынас. Сен оған дейінгі нәрселерден сұрыпталып, сыналып келіп, бір тек батырлар, мықтылар ғана жүреді ол жерде. Сондықтан бір басқаша. Қазақ лигасы мен Қырғыз лигасының айырмашылығы неде? Әзіл деңгейінде біздің Қырғызстанда біз байқағанымыз
біздің 2006-2005-тегі әзілдер болады ғой. Иә. Біреуді ұрса, біреуді тепсе күлетін еді баяғыда. Қазір енді онда күле қоймайды білесіздер. Бірақ сол жақта әлі сондай. Біз Россиядан арттамыз ғой шамалы КВН жағынан. Олар бізден солай сияқты да. Мысалға, біздің Қазақстанда пәленше әкім егер қызың жаман жолға түсіп кетпесін десе, жолдарды жөндеу қаланың дейді ғой. Ал біз оны Қырғызстанға барып айтып ек, оны не деге, осылай да жеткізуге бола ма не деп қатты таң қалды яғни халқы. Бізде тіл байлық бар, саяси сарказм да бар, оны жаңағы өздерің айтып отырғандай әдемі жеткізуге де болады. Бірақ көптеген енді КВН-де жүрген әзілкештермен сөйлесем, тіпті Тұрсынбектің өзімен де сөйлескен кезде көп жағдайда жаңағы саяси юморлар редактураға түседі деп айтып қалды. Әрине, әрине. Енді миллион қаншалықты саяси әзіл айта алатын команда, қаншалықты сендердің әзілдерін қиылады? Біз жалпы команда құралған кезде біздің жайдарманның редакторы Рүстем Елжанов деген ағамыз болатын. Бұл миллион андай настроение деймін, настроение сыйлайтын. Сондай команда болды. Сөйтіп қарайды. Саясатты да бір айтып отқан кезімізде ешкім мә деп айтпайды, күліп отырады. Өтпей қалған юморлар болды ма? Өте көп. Өздерің ұялған? Ой-бой, көп қой. Ондай, өтпей қаласың. 2018 жылы біз үй тапсырмасын ойнай алмайтынбыз. Көзімізде от бар, ой, ұрып тұрмыз, сонымен бірдеңе шығып қалатын шығар деп біз жоғарғы лигаға алып алып, біз негізі анау жасынан ерте барып қоятын балдар болды мектепке. 5 жаста барып. 5 жаста 4 жастан. Сөйтіп ерте өтіп алдық біз негізі. Сонымен аралас құралас ағалармен ойбай тәде қалайсыз, аға қалайсыз деп өсіп кеттік теделесіп. Дәл Дамашкин игермегенбіз, қатты ойнай алмаймыз. Тек сәлемдесуді ғана ойнаймыз. Кейін келе. Тәжірибе жетіспейді ғой бізге басында барған кезде жоғары лигаға. Ұяламыз аналар, кейін қазір көріп ше. Енді қазір ойнап жүргенімізді де кейін көрсек ұялатын шығармыз. Бірақ ол да дұрыс, өзіңнің өскеніңді білесің да. Мынаның барлығы миллион КВН командасының ұтқан кубоктары. Анау жоғарыда тұрған жоғарғы лиганың чемпионы атанған кезде кубок, иә? Бас аяқ қанша кубок? Қанат. Көп өтін жерде қанша бар? Мен 15-20 бар ма? Мына жерде 10. Иә. Ауылда бар, басқа жақтарда бар. Соңғы жыл кубоктарымызды, биылғы жайдарман туған күнде өткен кубогымызды Тараз 2000 Арманияғаларға подарат еттік. Сыйға бердік. Сыйға бердік. Таразда бір ойын болды, Әулиеата орталық. О жақтан ұтқан Тараз әкім кубогын, о жақтан ұтқанды Қызылордалық Әлиби Басаров ағамызға бердік. Таратып атымыз биылғы алған кубоктың бәрін жан-жаға. Шымкент қаласында бір ойын өтті. Ішкі чемпионат. 2 команданың жайдарман тарихында өзі супер финал болды. 2 команда финалда. Ой кезде де теңдей болып қалдық та, бірақ кубокты Тағай ағамызға бердік. Мүнге ағаларға беріп, әз қылып биыл. Өзіміз үлкен кубокты алып алдық. Пейілімізге қарай келді. КВН саған қандай мүмкіндіктер берді? КВН маған өзім кезінде ойлап жүрген жоқ қой. Бір мектепте оқып жүрген телевизорде бір звездалардан, үлкен кісілерден сұхбат алатын еді. Біз де осыны сұхбат берсек, халықтың алдына шығып өлең айтсақ деп. Арман болатын кішкентай кезімнен бастап. Солардың армандарға жетуге мүмкіндік берді. Төртеуміз түгел болайық дегенді кім бірінші ортаға тастады? Себебі сен бірінші танылдың. Енді біз өзіміз іштей сездік, біз тарқамасақ қана, әйтеуір осындай абыройға жете алатынымызды. Қандай жағдай болса да, біз қанша ұрыстық, таластық, бірақ бір-бірімізге ешқашан қол көтерген емеспіз. Бір ретте болсын. Сен қатты ауырған кезде сені достарың тіпті жаңағы жоғарғы лига ойындарына пойызбен апарған. Иә. Ол қандай ауру, қандай оқиға болды, мақсаттың басынан өткен? Ол енді аурудың несі жоқ, оңай жоқ. Бір Алланың сынағы болды 2015 жылы. Сол 15 жылдың аяғына декабрьде операция жасады. 2016-тың январында шығып кеттік жолға. Больницадан шықтық, 23 күні шықтық больницадан. 24 күні бұл кезде плацкартпен баратынбыз, пойызбен. Плацкартпен бардық. Ойында ойнап шықтық, бір апта болды Алматыда. Астанада болды ол кезде.
команда үшін енді барлығын бірге бастадық, бірге жетейік. Жеңіске қиындықта да, қуанышта да бірге боламыз деп өзіміз балалар бірге барып ойнап қайттық қой. Шүкір, қазір жағдайым жақсы. Естуім бойынша ол кәдімгі жаман ауру, иә? Оны айтамыз айтпай қоямыз ба? Енді ол сенің өмірің ғой. Сенің басыңнан өткен нәрсе. Мен өзім білген қаламаймын ешкімнің. Болды сол. Ешкім білген қаламайсың. Ол кетті, өткен нәрсе еске түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол күндерге оралғың келмейді. Иә, оралғым келмейді. Құдай өзі берді, өзі алды. Шүкір, қазір жақсы жағдай. Мансар ерекше есімен зерделеп үңілгенімде әкеңе аян арқылы келіп. Иә. Әкем негізі менің тарих сабағынан сабақ берген. Жалпы мен әулеттің барлығы мұғалім, барлығы сондай мықты кісілер. Мен ғана әулетті үшке оқыған, почеркісі нашар, Құдай бір жағынан берсе, бір жағынан бермейді. Сондай ғой, бір жағынан беріп қойды маған. Әкем енді мен бала кезімде дүниеден өтіп кеткен 9-шы сыныбымда. Қазір армандаймын. Әкем осыны көргенде ғой деймін. Мен жұрттар құсып, әкем егер алқаш болса да, басқа болса да осы кезде мақтан алатын едім да, әкем қарашы деп ше, машинама салып жүріп. Енді әкем жоқ, анамды барынша қадірлеймін қазір. Қажылыққа жіберем, күнде кафеге апаруға тырысам. Инстаграмға да жұрттарға үлгі болсын деп анамды құшақтап, суретке түсіп, Сарыағашқа медресеге апарып. Енді бізге сөздің шыны керек, енді түсініп жатырмыз. Жас балалар бізді қараған кезде бізге еліктейтін. Мен күреске бардым өнер барысына. Өткенде бірінші орын алдық. Содан кейін кішкентай балалар жазады маған: "Аға, сіз сияқты болғым келеді. Мен спортсменмін. Сізді бұл қырыңыздан енді танып жатырмыз" деп ше. Сол кезде мен іштей түсіндім. Біз халыққа пайдасы бар нәрсе істеуіміз керек екен, түбінде деп ше. Біз басында тек қана юмор күлдіру үшін ғана істей бердік. Қазір енді халықтың адамы болғаннан кейін, енді халықтың адамымын демеймін, бірақ халықтың сүйікті адам болады, сондай болғаннан кейін бір жақсы нәрселер артымызда қалдырып кетуіміз керек екен. Әкең жайлы қандай естеліктер көп естисің? Маған қарағанда ол кісі өте қатты өнерлі болған. Домбыра тартады, кез келген жерді жандырып жүреді. Мен өмірде былай момынмын да, көп сөйлемеймін. Ал сахнада, камераның алдында аша аламын. Ал әкем өмірде кәдімгідей, қалжыңдаған кезде кәдімгідей, көршілерге үйге келіп тамақ жеп жатса кіріп келеді, сөйтсе бір өзіміз отырып тамақ ішіп па деп жатыр ек десе, ана шынымен көңіліне ықпалы болғанша тек қана қалжыңдап солай жүретін. Әкем маған бір ұрысып та еш нәрсе айтпаған, тек қана күліп келетін үйге ше. Мектептен келеді, кәсіп жолдарын шешеді. Сосын әкем өте пысық кісі тұғын. Өзінің киімін өзі жуатын. Мамама салмақ салғысы келмей ме, білмеймін, өзінің пысықтығыма. Сосын көп жуынатын жаңа таза кісі еді. Біз ауылда шаң болады, басқа болады. Қалай мектепке кетті азанда сабақ беруге. Кешке солай тап-таза болып келіп тұрады. Бірақ ол енді қасиеттер көбісі маған бұйырған жоқ. Енді жайлап, енді өсе келе не қылып жатыр оның барлығын. Үйреніп жатырмыз ғой өмірден. Қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек, қай жерде. Кіммен қалай сөйлесу керектігін енді үйреніп жатырмыз. Енді әкем атақты болған жоқ. Бірақ сол әкем сияқты болсам жаман болмайтын шығармын деп ойлаймын. Ата бабаң мақтануға болмайды дейді, бірақ Майлықожа Сұлтанқожаұлын білесіз? Майлықожа Сұлтанқожаұлының баласы Барыс, Барыстың баласы Бархат, оның баласы Орынхан, Орынханның баласы Мәнсүр, оның баласы Мансар. Мен осы 6-шы ұрпағы болып келемін Майлықожаның. Сол кісіден енді кішігірім өнерінен келген шығар деп ойлаймын, бір 100-ден 5% ма. Өзің солай пайымдайсың? Иә, солай ойлаймын. 6 бала. Иә, 6 бала. Сен нешінші? Мен 5-ші. 3 қыз, 3 баламыз. Қарындасым бар. 2 әпкем, 2 ағам барлығы үйленген, барлығы тұрмыста. Сен жақсы оқымадың? Иә. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, етікшінің баласы 2 алса да, мұғалімнің баласы 3 алмайды деген. Иә. Сен қалай 3 алып қалдың? Мен 3 алатындай болдым ғой, до того жек көретін мен мұғалімдер. Мен есімде қалып кеткен момент, қай сабақ екенін білмеймін. Әкем дүниеде өткеннен кейін бір сабақта айтқан, шулап кеттім, до того мен ғана шулап отырмын бір кезде. Ей, Мансар, қойсайшы әкеңнің әруағынан ұялсайшы, осы жерде мұғалім болып істеп еді ғой деп бір апай айтқан кезде, мына жерде кәдімгідей тұрды ғой былайынан. Сол есімде қалып кетті, содан кейін вообще оқымасам оқымаймын, тек шуламай отыратын болдым, үндемей отыратын болдым, жаңа андай жерімде қалып кеткен. Атанаң бар? Бар, шүкір. Ол кісілер немен айналысады? Атанам үйде, ауылда. Осы Шымкенттен 40 километрде Бәйдібек ауданы Боралды деген ауыл бар. Бұрынғылар айту 22-ші партия дейді. Сол ауылда атанам Қарашаңырақта. Қанша ағайындысыңдар? 3 ағайындымыз. Үлкен ағам бар,
әпкем бар. Сосын мен үйдің кенжесім. Ол кісілер өнерде ме жоқ әлде басқа бағытта ма? Әпкем тұрмысы, өнерге қатысы жоқ. Ағам аудандық мәдениет үйінде жұмыс істейді, өлең айтады. Сені де осы өнер әлеміне жетелеген сол ағаң болды ма жоқ әлде өзіңнің бір ішкі махаббатың алып келді ме? Мен мектеп бітіргеннен кейін қайда оқуға түсеміз деп жүрдік. Сол кезде ағам осы оқу орнын бітірген. Соны осы оқу орнын маған айтты, осы жерге түссе сен деп. Мамам екенбіз, мына жерде ол кезде 61-ші маршрут жүретін. Сонымен мамам екеуміз келіп осы жерге. Бірінші келген кезде Ерболатты көріп, Қанат екен. Сонымен бірге сол кезден бастап. Қаға түсен, қай мамандық, өнер, музыка, бірге группалас екенбіз ғой деп сол кезде танысып, өзім өлең айтуға құмар болатын. Мектеп кезінде КВН жанрын мүлдем ойнауға мектеп кезінде. Өлең айтып жүретін. Сол өлең айтамын, әнші боламын деп түсіп, ақырағанда өмір бүйтіп алып келді. КВНші болдық, қазір кішігірім актер болып жатырмыз. Папам қойшы. Мен 10-ші классқа дейін қырда болдым. Сабақты қатты оқымадым. 11-ші класста мен ауылға келіп оқығаннан кейін папам мамам үй салып ауылға келдік. Айтсам ғой, фазенда дейдіңіздер жақта. Біз қойшы ауылда, қыстауда өстік. Нағашы атам, жалпы біздің Қожатоғай өңір, сол малмен айналысып, сонымен көгеріп атқан ауыл. Атқа жақсы құмармын. Бір 10-ші классымда көкпар шабамын деп қатты қызығушылық болып жүрген кезде аяғымды сындырып, одан кейін жоламаған соңғы кездерде қайтып қызығып, әйтеуір қалтаға кішкене тиын бітіп, әкеме ат алып берсем ба, темір тұлпарын алып беріп жатыр, енді сондай бір. Папам да құмар, көкпар шапқан, әлі де енді ауыл аймақты шауып тұрады. Сондай бір жоспарлар бар өзімдік. Қанша ағайынсыңдар? Мен үйдің үлкенімін. Сенен кейін? Екі қарындасым, бір інім бар. Домбыраны негізі мен өзім әкем жақсы тартады. Енді әкемнің бойынан дарығанда қасиет домбыра тарту. Мен енді сол мектеп қабырғасында папам үйде домбыра, азанмен тұрып үйде домбыра тартады папа. Сол кісінің несімен әйтеуір домбыра тартып үйреніп кеттім. Слух дейді ғой жаңағыдай, тума талант деген сияқты. Слухпен үйреніп кеттік. Кейіннен әкем өзі айтатын, мен кезінде оқи алмадым, енді сен оқы деп. Әкем солай айтады. Сөйтіп мен оқуға түсірді осы оқуға. Жайдарманда қарасаңыз, жалпы қазақтың домбырасын тастамайтын жайдарманда қай неге болса да өзінің домбыраны алып шығатын тек миллион командасы. Байқасаңыз. Сенің бойыңда бір пародияға жақындық бар. Солай ма? Көбіз пародияға да неге де неміз бар әйтеуір. Біз енді жаңағыда Жездухада Б-ның дауысын саласын, бала емессің ба, 4-4-4-тің дауысын салшы деп көбісі айтады ғой, негізі. Машинеге де құмарымыз, көлікке де құмарымыз, бәріне құмарым. В общем, жалпы өнер десе, ішкен асын жерге қоятын жігіттердің біріміз ғой. Аңшылық, саятшылық. Бәрі бар. Ол да бар ма? Сал-серіліктің патология біздің жігіттерде болады. Тем более бойдақтарда. Біз қайта ровно уақытында әйтеуір үйленіп кеттік. Әйтпесе бізде кетермедік деп қояп. Миллион КВН командасының фишкасы не? Ынтымақ бірлікте. Төртеуміз де темекі шекпейміз. Жақсы фишка. Бізді ағаларымыз, жалпы Есен аға барлығы сол құрметтейтініміздің арқасында, ағаларымыз сыйлайтынымыздың арқасында жақсы көреді негізі. 2010-нан бастапқы чемпиондардың бәрін араласады екенбіз біз. Бізге арман болған, біз кішкентай кезде ауылда жүрген кезде телевизорда жүрген ағалармен қазір ойбай сыйластығымыздың арқасында бір енді әзіл деңгейіміз олармен бірдей болып масқара болып кетті демейміз. Жаңағыдай кішіпейілділік, бидайдың басын неғұрлым дәмдеген сайын илгіш келеді деп, өсіп атсақ ойбай аға, ойбай қалайсыз деп, күшті сондай бәрі жақсы көреді. Бізде жігіттер қанша жаңағыдай түнімен жаңағыдай қыдырып, жаңағыдай біреу қыздармен жүреді, біреу отырыста боламыз. Негізі басым көпшілік негізі төртеуміз де бірдей жүреміз. Бірақ ертең азанда мысалға осындай сұхбат болатын болса, жарыс болатын болса, біз ондайға жұмысқа ұқыптымыз. Азан ерте тұрамыз, болмаса ұйықтамаймыз. Сен қашан мойындадың өзіңнің өте танымал адам болғаныңды және көрерменнің алдында жауапкершілігінің бар екенін? Мен кейде ойланам ше, мен мысалы көбісі айтады, молодец, халықтың батасын алу үшін Аллаға шүкір. Бірақ өзімді звездамын деп айтамаймын мен, өйткені мен әлі де жұмыс жасауым керек, мысалға да. Мен толығымен әлі мойындай қоймадым деп айталым. Өйткені
әлі біздің жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, бізде тек қана оңтүстік тануы мүмкін, әлі батыс жақты көрмегендер бар деген сияқты. Мысалы, көбісі көп көргем, таним, білем дегенмен, мына жақта білмедім дегендер де бар да, мысалы. Неге біздің тек Қазақстанмен шектелуіміз керек, неге шетелмен емес? Мысалға да, неге Голливудты бағындыруға болмайды деген сияқты. Арманға қол жетті, кубок қолда. Әдетте университет бітірген бала қайда баратынын білмей аң-таң болып қалатыны секілді. КВН-де чемпион болған командада солай болады да. Ары қарай не? Ары қарай не күтеді? Қандай жобалар, қандай жұмыстар істеледі? Бәрі сұрақ. Театр болып қалыптасып кетеді, өнер қырандары немесе жаңағы Оралдың жігіттері сияқты. Назар аудар. Енді сұрағыңыздың астарын түсініп отырмын. Сендер театр болып кете аласыңдар ма? Бірінші сұрақ. Иә, болып кете аламыз. Біз енді бір пысықтық танытқанымыз, бағымызбен бабымыз сай келіп, әйтеуір Құдай әбүйір беріп, Анар деген әпкеміз осындай техника әп беріп, былайша жайдарман ойнап жүріп, үй ішінен үй тігіп алдық біз. Өзіміздің бір жайдарманнан кейін не істейміз деген уайым болмас үшін. Кеше жайдарманда қоштасатқанда айттық қой. Проект жасап алдық. Жайдарманда чемпион болғаннан кейін не істейміз деп айтпайтын жалғыз команда, миллион командасы депші. Театр болмайды. Болғымыз келсе боласыз ба? Миллион командасы театр бола ма, болмай ма? Киноға кете ме? Театр болуға бізде уақыт болмай жатыр қазір. Шынай керек. Біз қазір оның үстіне кино театрға қарай барғымыз келіп жатыр. Өзімізге тура келіп тұрған сол болып тұр енді. Яғни миллион келешекте киноға кетеді. Жиздуха жалғасады. Өйткені көрермендер күтіп отыр, жалғаса ма, жалғаспай ма? Бола ма? Үлкен киномен бітеді ғой Жиздуха. Сұхбаттардың барысында жігіттер айтып қалып жатады. Мақсат үнемі жаңағы Айжамалдың рөлінен қашып жатады. Соған байланысты ғана жоба тоқтауы мүмкін деп. Енді жігіттердің барлығының еңбегі бар бұл жерде, жалғыз менің емес. Балдардың еңбегін еш еткім келмейді, осы уақытқа дейін келіп барынша ойнап келдік. Енді до конца үлкен киномен бұйырса бітіріп, одан кейін барып басқа киноларда бұндай образды ойнамаймын деп өзім айтқан балдармен де келіскіп. Яғни қатын алған соң қатын болмайсың ғой? Иә. Солай. Бізде бір нәрсені түсінбейді да. Ол өнер, ол образ, ол адам одан кейін қатын болып кетпейді деген нәрсе бар ғой. Мысалы енді түсінемін, қазақы менталитетке келмейтін шығар, оңтүстік өңір тіптен ол жағына қаттырақ қарайды деген сияқты әртүрлі пікірлер, комментарийлер жазылады. Бірақ менің сұрағым, сенің санаңда қандай арпалыс болып жатыр? Образ деп ойлайсың ба, жоқ әлде намысыңа бір тікендер қадалама? Жоқ, образ екен бәрімізге белгілі. Енді бәріміз енді мұсылман болғаннан кейін, мұсылманда ол негізі дұрыс емес нәрсе. Оны білем, беске білем де. Ол ойнап жүрген үлкен ағаларымыз да бар, ақыл айтып жүретін, діндар ағаларымыз да бар. Ол дұрыс емес дейді, оны білеміз. Енді команда үшін деп ойлап жүрмін бұның барлығын. Команданың өсуі үшін, бұнда бір шегі болады, кез келген нәрсенің өзінің шегі болады. Бұл да өзінің шегіне жетеді, сонымен тоқтайды бұл. Әдетте айтпақшы, жайдарманды аяқтаған чемпион болған команда КТ-ға барып өнер көрсетеді. Сендерде ол прикол бар ма? Ол барып өнер көрсету міндетті емес ол. Біз егер жайдарманнан кейінгі бос болғанда барады. Не істеріңді білмей, қайдан көрсетем түрімді деген адамдарға, пожалуйста, бар, көрсет. Ол КТ-ны менсінбеушілік емес қой? Жоқ. Ол жақта да киноға түсіп ағаларымыз бар, КТ-да ойнап жүр. Қазақстанда да бірнеше лига бар. КТ бар, бас лига бар, басқа лига бар, жайдарман лига бар. Қалай ойлайсыңдар енді осы қазанның ішінен қайнап шыққан чемпиондар ретінде бізге бірнеше лига болғаны дұрыс па, жоқ әлде бір жақсы лига керек пе? Болған дұрыс. Бірнеше болған дұрыс. Бәсекелестік бар жерде өсу бар дейді. Одан да қатты деңгейде өсетін жай. Қазір жайдарман бізді өсіргеннен кейін, Жиздухан арасында біз жайдарманшымызды барынша қосуға тырысамыз. Егер қолдарыңа мүмкіндік берсе, жайдарманда не өзгертетін едіңдер? Жайдарманда биыл бір өзгеріс болайын отыр Шымкент қаласында. Біздің командалар қанат Шымкентте өтетін премьер лига биыл біздің Шымкент қаламызда өтеді. Сода жүргізуші. Жастарға мүмкіндік беріп жатыр. Соны сен жүргіз маған деді. Енді жайдарманға сол жерде жүріп, командаларға әзіл жағынан болсын, басқа жағынан болсын, реквизит жағынан болсын, көмектесіп, жайдарманға сөйтіп пайдамыз тигіземіз бұйырса. Сапаны арттыру мақсатында не қосуға болады?
командаларға қолдау болса деймін мен өкіметтен. Көп талантты жігіттер, мысалы өзімізде көп жайдарманшылар барамай қалады. Есен аға қай бір жағдайын жасай берсін, көп командалар спонсор таппай қалып кетіп атады. Сондайларға университет, бір кәсіпкер ағалардың алдында өлең айтып, әркімнің қалтасына қарап, жәутеңдеп жүреді. Мансар. Миллион КВН командасының моторы деуге бола ма? Жоқ, бізде 4 мотор ғой. Басында жайдарманда мен ғана шығып жүретінмін. Кейін ойладық, давайте төртеумізде мықты болайық деп. Сонымен менен кейін мақсат ашылып кетті образы. Содан кейін Жездухан түсірген кезде вообще бір жерге барсаң, мақсат жоқ болса мақсат сұрайды, қанат жоқ болса қанат сұрайды. Солай болып қалды, төртеуміздің айырмашылығымыз жоқ болып қалды. Негізі кинода, Жездуха киносында ең басты рөлде мақсат пен қанат. Негізі былай қарап тұрсаң, киноның несі бойынша. Бірақ халықтың әрқайсысының өзінің басты рөліндегі адам бар. Мысалға мен жас балалар өте жақсы көреді. Өзім қатарлы, көкпар шабатындар, палуан деп мен жақсы көреді. Ал машина айдайтындар Ерболат жақсы көреді. Ал семейный отбасылар Қанат пен Мақсат жақсы көреді. Төртеуміз мысалы сценарий жазатын кезде бір адам келмей қалса, соны жіберіледі. Соны жаман да. Ода идея болса да болмаса да, просто отыру керек ол. Отыру керек те, короче. Әңгіме арасына шығады. Сөйлеп ойнады, иә. Сосын бізді халық жақсы көрген себебі, сценарий жазатын кезде біз сол жерден бастап барлық киноларда негізі сценарист бөлек, бөлек болады ғой, актер. Бізде өзіміз мысалға сол жерде қылықты шығарамыз. Сен осындай кезде осындай қылықпен ойнатуың керек. Сөйтіп отырамыз да, короче. Жазып оққан кезде ойнатамыз ғой. Мақсат, камераның басында да бірімізге айтып тұрамыз. Давай, Мақсат, бұзана қатты ойнатшы. Анау бізде болған конфликт бір бөле қалай жасады? Иә. Қандай еді? Қандай еді ол? Коммуникация Ода әңгіме жоқ қой мысалға. Істейміз ғой. Ой, деген соны. Ой, біз мықты. Импровизация. Иә, еркіндік өзіміз. Менің бір аңғарғаным жігіттер, яғни миллион КВН командасы киноға жабайы жолмен келді. Біз негізі жабайы жолмен келген сияқты. Басында бүкірейіп жүрді. Баяда бір батыр болыпты. Қай жылғы батыр? Баяда енді орнынан тұрғыза дегенде соғыс басталды десе, апыр-тұпыр кете берді екен. Сен қылыш сауыт алмайсың ба? Қошып шақын табылар деп айтады дейді. Соғыса байтыр табылар жолдан кездесер дедік та. Тұрдық та кеттік, бастап кеттік қой. Сонымен айтайық. Жабай болған жоқ. Барын сол ғой. Яғни кәсіби режиссер болған жоқ. Кәсіби қоюшы оператор болған жоқ. Кәсіби сценарист болған жоқ. Действительно жабай. Жабай. Біз анда краб деген болады екен ғой. Кәсіби режиссер болып қалдық. Жоқ, дей тұрғанмен өте жақсы көрілім кетті. Нұржан Төлендиев ағамыз сол нәрсе ұнайды халыққа дейді ғой. Мен көп нәрсеге күлмейтін едім дейді. Мен қатты күлдім өйткені таза өзгермеңдерші дейді. Сапалы жағына өтпеңдерші дейді ол кісі. Өстіп әйтеуір түсіре беріңдерші. Сол ұнайды дейді. Енді әркімге әрқалай. Енді бірақ дей тұрғанмен де ол үлкен жаңа аренаға шығу үшін сапа бәрібір керек екен. Енді мен байқаймын, әпшені одан кейін түсіріліп жатқан Жездуханың 25-ші сериясынан кейін деңгей басқа. Иә. Не өзгерді? Продюсер пайда болды. Алматы қаласында Brave Talents деген керемет орталық бар. Қазір Ирина Қайратовнаның продюсері, біздің продюсеріміз. Біз Ирина Қайратовна балдарымен коллегамыз. Маркалар, коллег. Ойнаймыз біз. Түсіреміз, олар жаңағыдай орысша контентте кісілеріне алады. Сондай. Яғни продюсерлік орталыққа кірдіңдер. Иә, кәдімгі өзіміз шешпейміз, қазір сол кісі сөйлесіп, сондай. Яғни кәсіби көзқарас басталды. Иә, басталды. Өздерінің жұмыстарыңа, өздерінің еңбектеріне. Біздің енді бір жақсы жері көрерменмен санасып отырамыз ғой. Біз 30 серияны жазып тастап түсіріп тастаған жоқпыз да. Мысалы 31 білмейміз біз қалай түсетінін, не болатынын. Өзімізге бір құдай қаян. Миллион КВН командасы мүмкіндік берген, демеу берген Анар Талғатқызын лақтырды. Солай ма? Лақтырды деген. Лақтырды деген, иә. Артық па? Ол кісі лақтырылып бір андай
жаман жағдайда қалдырып кеткенге айтпаймын, ондай лақтырып кетті, бір жеме-жемге келген кезде бір жолдан ауытқып, ондай ештеңе болған жоқ. Ол бізге көмектесті. Біз де жақсылығында қызмет жасап, ондай арамызда ол кісінің аузынан естіген емес, осы төртеуімен лақтырып кетті, үйтіп кетті деген еншімізді алып, жақсы болып кеттік. Енді пока қазір өз-өзімізге келіп, дұрысталып алғаннан кейін барып, амандасып, сәлем, саулық сұрасып, ары қарай тамаша отбасымызбен қайтып араласып, сол кісінің өсіріп отқан ұл қыздарының тойында қызмет жасап жүреміз әлі. Көрмегендерге көп болды ма? Көп болды, иә. Қанша жыл, 1,5 жыл болды. КВН команданың әлеуметтік жағдайы бәрімізге мәлім. Сендерде тек қана той монетизация. Сондай жағдайда Анар Талғатқызы сендерді қолдады, бірақ 25 сериядан кейін сендер кеттіңдер. Неге олай шешім қабылданды? Әуелі Алла ғой, енді тағдырдың жазғаны ғой. Әуелі Алла, содан кейін біздің жанымызға демеу берген ата-аналарымыз, Анар Талғатқызы, қазіргі поддержка. Мен түсінемін, мен сұрағым сендерге ұнап тұрған жоқ. Біліп тұр екенсің. Сізді жабайын процесс. Ұнамайтын біліп тұрып сұрақ қояды екенсіз. Мен енді, менің жұмысым сол. Андай ғой, енді арамызға от салып кеткендей болмасын, Анар әпкемізге сөзін шыны керек. Алғысымыз үлкен, ол кісіні қатты жақсы көреміз де, сыйлаймыз. Үміт апамыз бар, анасы Анар Талғатқызының. Ол кісіге де біздің сыйластығымыз өте ерекше. Ол кісілер аман болсын, ауырмасын, Құдай қаласа. Ол қыздардың қызығын көре берсін. Шынымен жақсы көреміз ол кісілерді. Мысалға, балалармен де ақылдасып отырамыз. Мейрам болып қалады, туған күндер болып қалады. Осы күні барайықшы деп кәдімгідей дайындаламыз да. Бірақ сол кездері мысалға білмеймін, дайын емес сияқты. Баяғы сол қаталдығы ұрсатын сияқты, әлі сыйлағандығымыз, сыйламайтын болсақ, ұрыспақ түгіл басқа қылсын, бізге бәрібір дей береміз. Әлі бір сондай бір қорқамыз әлі. Жоқ, қорыққан емес. Жанды қатты сыйлаған. Өзің айтып жүрсің. Болмай қалады да, ол тура баруға келген кезде сонда болмай қалады. Сәттік түспей жатыр да. Ойда бар. Неге бір қалада тұрып сәт түспейді? Үшеуіңнің варианттарын тыңдадым. Ерболат, сен бірден айтшы. Петличка жоқ? Жоқ, біз Анар әпшеміз сыйлаймыз. Ол кісіні әлі де сыйлаймыз. Қатты сыйлаймыз. Поддержка берген. Түсінікті, неге кеттіңдер? Неге жұмыс жалғаспады? Әшейін, просто айта кеп кетіп қалдық болды. Ештеңе болмады. Мүмкін өскен шығарымыз андай біреудің қаталдығы, біреуге тәуелді болғымыз келмей, сана сезім сондай болған шығар. Жоқ, жаңа ғана сендер айттыңдар ғой, біз ең қарапайым командамыз деп. Мен соны түсіне алмай жатырмын. Неге қарапайым команда? Жалғыз сұхбат. Ешкім ештеңе айтып қойды, жігіттер. Жалпы 13-те бастағанбыз, чемпион болдық. Жоқ, бұл қарама-қайшылықты мен түсіне алмай жатырмын да. Ұрысып қалған жоқпыз. Еркеледік. Бөлісе алмадыңдар ма? Жоқ, біздің арамыз. Ол кісі жақтан ақшаға. Ондай ештеңе жоқ. Бөлісе алмағанда бізде ақша жоқ қой. Ол кісі тек бізге бөліп беріп отыр. Иә, ол кісі біз береріміз болмады. Жалпы енді андай ғой, әйел адам мен еркек адам жұмыс істей алмайды ғой, сол себеп шығар деп ойлаймын. Дисциплина, тәртіп. Дисциплина деген біз анда тәртіпке бағымыз келмеді ма? Өзімізді кінәлай салайықшы. Иә, біз тәртіпке бағымыз келмеді. Мысалы, біреуге тәуелді болып, біреудің жұмыс істейміз. Әлі күнге дейін мысалға біреуге тәуелді емеспіз ше, шүкір. Сондай еркіндік керек болған шығар. Бізге поддержка беретін адамдар бар да, басқа. Тағы да қарама-қайшылық. Жоқ, былай да. Жалпы камераларды беретін мысалы. Макс, сен айтып отырсың, сен ешкімге тәуелді болғың келмейді дейсің. Жоқ, қазір сен басқа продюсерге барып жұмыс істеп жатсың ғой. Иә. Енді жалпы әйел адаммен сол жұмыс істей алмадық ау. Сол басты себеп сол. Тәуелді болдыңдар, тәуелсіз болдыңдар, қайтадан тәуелді болып жатырсыңдар, дұрыс па? Дұрыс қой, енді продюсерді тыңдап отырсыңдар ғой. Жоқ, мынандай ғой, бізде дәл қазір өзіміздің қолымызда барлық нәрсе. Продюсер болғанда ол кісілер бізге андай не ғой, бюджет жағынан ғана көмектеседі. Болды, басқа еш нәрсеге араласпайды. Сценарийді өзіміз жазамыз, камераны қай жерге қой десек, сол жерге қояды. Біз қатты араласып кеттік әпшемен. Тығыз, отбасы болып, ол жұмысқа кесірін тигізді. Болмайтын нәрсеге жаңағы реніш, анау-мынау болғаннан кейін қатты кетіп бараттық. Сонымен әпше біз жібересіз ба, біз өзіміз бір көрейік болса, ол болмаса қайтып келерміз деп кетіп ол кісі ренжіді. Ол кісінің жоспарды, ол кісі айтып жүрген
бәріңді үйлендіріп, үйлі жайлы қылып жіберем деген. Оған біз ертерек кішкене еркіндіп қанат қаққымыз келді. Соны күтпедіңдер ма? Өзім шығарып салатын ем ғой, ел жұрттан ұят қой деп кішкене ренішті. Бәрін оны толтырамыз, әлі ортамызда күліп ойнап, әлі бір проекттерден үлкен кинодан шығып қалуы мүмкін әпше. Келесі сұхбатты бірге береміз. Иә. Бір барып келу керек шығар. Иә. Бір жарым жыл уақыт өтіпті. Уақыт бәрібір емші. Иә. Жаңа продюсерлік орталықпен сендердің араларында қандай келісім? Жалпы Алмаз Жари, жаңа проект алғансын директор деп айттым ғой. Бізге ең бірінші келген кезде бірден мақсатын айтты. Жігіттер, мен сендерден пайда табу емес деді. Просто сендерге действительно қызықтың деді. Давайте просто осы дүниелеріңе сендер біз түсіріп атқан кезде сен батарейка алып кеш, фотоаппарат қаяқта, тоқа деген әңгімеден шаршаттық енді. Бір-екі сұхбатта да айтты ол туралы. Солардың бәрін көрдім деді. Сендер сол жағынан уайымдамаңдаршы деді. Сендер чисто сендер жазыңдар, ойнаңдар болды деді. Қалған бәрі мен қамтамасыз етемін деді. Бір арада бір ойбай дейтін қатты бір не жоқ, контрактіге отырып бір қатты тек жанашыр кісілер десек болады. Біздің өсуімізге бізден пайда көріп отқан жоқ ол кісі. Жаңағыдай ойбай бір съемкіге пәлен миллион кетеді дейді. Біз ойлаймыз ғой, ондай ақша көрмеген, оны қайдан табамыз біз. Оны уайымдамаңдар, сендер сапаларын жақсы болғаннан кейін сапасы жақсы реклама келеді. Одан ақшаны аламыз да, сол қайтып өз-өзіңнің нәрсеңе өзіңе қуып берем. Деп болды өз-өзімізбен қазір. Негізі мықты жерлерге реклама алынды соңғы уақыттарда. Магнумға, ең соңғысы PUBG-ге алынды, мысалға, ойын. PUBG. Жақсы. Маған да жарнама келеді. 1xbet, PUBG сен айтып отырған. Менде принцип. 1xbet ол халыққа беретіні жоқ компания. Дәл солай PUBG-да халыққа бір нәрсе әкеледі деп ойламаймын. Енді анадан... Сендерде жарнама тартқан кезде принцип бар ма? Бар, иә. Мысалға енді, иә, 1xbet'іңіз ставка тігеді. PUBG харам халал деген білмейміз ғой. Жоқ, харамға жатқан. Ода ставка тікпейтін шығар. Ода ондай нәрсе. Просто кәдімгі балалар ойнайтын, уақытын өткізетін, сондай бір... Шашқы шахмат сияқты ойын ғой. Уақытты сырап ету харам ба, харам емес пе? Енді ол жағына қатты үңілетін болсақ, діни сұрақтарға ми санасына байланысты. Анадан қарағанда, 1xbet'тен қарағанда тәуір енді ол. Жоқ, жалпы сондай принцип бар ма? Иә. Қандай принцип? Жаңағыдай нен харам нәрселерді алмаймыз, мысалға, басынан бастап біздің кез келген нені тексеріп көрсеңіз болады. Даже Инстаграмға да, историяға да ондай нәрселер алмаймыз. Бұл да харамнан басқасын ала беруге болатын жер, кәдімгі нәрселер. Оны біз ойбай, PUBG қалай болады екен ол. Отыра берсең, қашан түсіресің киноны? Иә. Яғни компания келісіп тартқан компанияларға жарнама жасауға дайынсыңдар. Адал жолмен қандай екеніне қараймыз. Халыққа пайдасы тисе, жаңағыда біреуді сорлатып, біреудің қақысына кіріп, ондай жағдай болмаса. Иә, зияны болмаса болды. Зияны болмаса болғаны. Жездухаға түскен Нұрлан Қоянбаев, Сека Вайнс, Мұрат Әбділда, содан кейін Әбунәсір Серіков. Мақсат қандай? Сырттан актер тартуда. Тәжірибе ғой, біз көргіміз келді сол кісілерден. Нұрлан Қоянбаев ағамызды біздің киноға түсет демек түгілі жанына бар аламыз. Иә, біз көре аламыз ба, амандаса аламыз ба? Киноны көре ма деген сұрақ. Атабы қарапайымдылығы КВНщик қой, түсініп отырды бізді. Ол кісі де кезінде продюсер, спонсор таппай қиналған КВНщик кезінде. Бізді көрді, не істейін, түсіп берейін ба дейді ғой, завтракке бар. Бірден. Уже көзімізден біліп тұр ғой. Жүгіне барып та сөйлесті, әңгіме айтып отыр. Көздеріңде Нұрлан Қоянбаев деп тұр ма? Аға, бізде ақша жоқ. Аға түсесіз ба дейді. Бірінші күні барып кешкесін сөйлесіп отырдық, ешнәрсе айтқан жоқ қой, сөйтіп чотан балдар айтты ма деген ғой, киноға түсіп беріңізші деп. Жоқ, айтпады ғой деген. Бізге айтады, не айтпайсыңдар. Дәркен деген ағамыз, Парадис ағамыз барған бізбен бірге. Ол кісі де қызмет барысымен барған екен. Бір қонақ үйде болып қалды. Ол кісі айтады бізге, не үшін үйді айтпайсыңдар, түспеді айтпайсыңдар. Біз ұяламыз андай. Бірден ойбай шай іштік екен деп, аға деп, таза жаңа жабайылық таза болады кезде. Сол ұялды ғой ондай. Ертесіне амандасып отырдық, чотам түсіп берейін ба деді. Болды дедік, сөйтіп жаға кеттік, барып дайындадық, даже ол кісіге сценарий жазылған жоқ. Не жазарымыз білмейсің. Мысалға, сіз мынандай айтасыз деп айта алмайсың ол кісіге. Иә, мен ол серияны көріп шықтым. Еще ойнатқан кезде дұрыс ойнаттың ба деп қояды, ойбай деп ұялып қаламыз ғой. Біздің операторлар дірілдеп жатыр. Сека Вайнс бірден келісті ме? Ол кісі мынау не арқылы? Ақша сұрады ма? Жоқ, ол кісі негізі алдын естігенбіз, біздің киноны көрі деген. Через
біз негізі андай өтінішті біреу арқылы не қылып көреміз болды дегендей қылған, бірақ өткен сайын уақыт өтіп кетті, арада біраз уақыт содан кейін жаңағы Алмаз Жали Префталанс директор сол кісі тартып берді бізге. Бірақ өзі де түскісі келіп жүрген. Сабирикен екеуін тартып берді. Ол кісі де қарапайым екен, офиске өтіңдер жігіттер араласайық. Өте жақсы жігіт қой. Күшті. Өте жақсы. Біз жұлдыз деп жүрген кісілердің бәрі кәдімгі. Әбунасыр Серіков. О кісі мүлдем сөз жоқ о кісіге. Сол жасқа келіп, біз мысалға екі рет түсірген. Екі рет түсіреді. Тоға болды, осы жетеді. Біріншісін аласаш дейміз ғой. Жоқ, ерінбейді. Терлеп, тепшіп. Тағы қайталаймыз ба? Да түсірейік. Мен сондай кісілердің қасында жүріп, жақсы жағын алып, сөйтіп келесің. Ұрысып, боқтап сөйледі оға бізге. Рахаттанасың мына кісі. Мұрат Әбділдәні түсіру хайп па, кайф па? Екеуі де бар. Басында хайп болды да, кейін кайф болып кетті ме? Сонда бір бөлек кетті. Яғни негізі біз әшейін өлеңі ғана ұнаған болатын. Халықтың өзі көтеріп кетті ғой, халыққа ұнады. Біз Инстаграм желісінде біз анау әбден біліп алған ғой. Көрермен мысалы Қоянбаев түссе екен дейді де, көптің тілеуі қабыл болып, ол кісі түсіп кетеді. Әбунасыр түсіріңдер дейді, ол кісі түсіп кетеді. Сека түссін дейді, ол кісі түсіп кетіп жатыр. Соны ойлады ғой. Кімді айтсақ соны түсіре бер деген мыналар дейді көрермен. Мұрат Әбділдә деп ой кетті. Басында түсіргіміз келмеді иә. Иә, бізде қалай болар екен деді. Тек ішіп отқанын көріп, бізде жек көретініміз, кейін араластық. Шағала деген ән шыққан екен, барлық халық ол кісіні әнші ретінде қабылдап жақсы көріп кетті. Әзір әлеуметтік желіде Мұрат Әбділдәға байланысты жазып жатыр енді. Иә, сендер халықтың алдына шығардыңдар, Нұр-Сұлтан қаласына апардыңдар. Барынша жақсы болсын деп тырыстыңдар. Бірақ нәтижесінде құқық қорғау органдары оны 4,5 жылға бас бостандығынан айырды. Сендердің әрекеттерің қалай болады? Ең жақсы көрген адам мен болдым осы өнерде сөздің шыны керек. Кеше сол сотталады дегеннен бір күн бұрын Түркістанда бір кафеге барған кезімде маған звондай береді, көп звондайды маған. Мансар, інім қаяқтасың, барайшы мен саған. Келген шамал қаламай тұрдым, мен асықыстау болған тұғым ғой. Кесінші деп келді. Бір ерекше болып келді. Мансар бабам саған шағаланы айтып беріші дейді өзімен өзі. Егер сіз Мұрат Әбділдәні өмірде көріп, 2 сағат әңгіме қылсаңыз, көп адамдарға қарағанда жақсы екенін байқайсыз. Өткенде бір ағаларымызбен сөйлесіп отыр. Не үшін солай жасайсың десе, ол мен наным ғой деп қояды. Реклама істеймін сол Инстаграммен. Жоқ, ол жаман жігіт деп жатқан жоқпын. Енді істі болып жатыр ғой. Иә, істі болып жатыр. Енді заңның аты заңда, мен қазір заңды, мен халықпын ғой енді. Заңды халық жеңе алмайды, тек қана байлар жеңіп шығатын шығар. Депутаттың балалары, мен депутаттың да баласы емеспін. Шіріп кеткен біреудің баласы болсам, может, ақшасын беріп шығарып алатын шығар. Мен максимальный ағаларыма шығып көрдім. Көріңіздерші ағалар қолдан келгенше де. Көріп жатыр, бірақ қолымыздан келмей жатыр ғой. Енді заңға білмеймін қалай не қылатынымызды. Мен анасын аяйын. Еркектің мойнында қыларқан шірімейді дейді ғой. Ол кісі шығады, бүйтеді, бүйтеді ғой, жүре береді. Бірақ анасының жүрегі, егер 4,5 жылға сотталып жатса, 4,5 жыл бойы жүрегі ауырады. Ол кісі білмеймін, енді ол жақтан аман есен шықса ең главный. Енді ең басты ойым, құдай қаласа, сотталмаса деген ойым ше. Әйтеуір аман болса, мен ол кісіге прямой эфирге кірмейсіз деп шектеу қоя алатын едім ше. Тек жақсы нәрседе кірсеңіздер деп. Тағылып жатқан айыптар орынды деп ойлайсың ба? Орынды ғой. Түбіне келгенде мен ол жақты дұрыс деп айтамаймын. Ертең ақыретте де жауап беремін бұл сөзіме, егер дұрыс деп айтатын болсам. Ішіп алып, прямой эфирге кіруге болмайды негізі. Мәдениет деген нәрсе болады. Бізде білмеймін не үшін сондай заң шығармайтын ше. Әшейінде бір болмайтын нәрсеге заңдар шығарады да өздеріне керек кезде. Соған заң шығарса деп ойлаймын мен ше, сондай шектеу қоятын. Бұл заңгер мамандығын бітірген Мансардың әңгімесі. Иә, бірақ ешқандай бап, ешқандай тармақ білмейді ғой. Жездухаға келешекте кімдер түсуі мүмкін? Төрағали, Қайрат Нұртастар, құдай қаласа түсетін шығар, енді өтініш жасап көреміз. Гонорарын беріп түсіруге болатын шығар, ол кісілерді адам өзіңіз. Жездуха неге түнде түсірмейді? Бізде жарық жоқ. Кеше Турцияда түсірдік бірақ. Ол кәдімгі өзі қаланың Турцияның жарығы. Бізде жарығы жоқ. Бізде Жездуханың 7 сериясына дейін түн болмаған екен. Ұйықтамағанбыз. 7 серияда бір күн түн болды. Одан кейін болмады. Ең күшті сұрақ осы болды.
яғни жарық жоқ. Иә, свет алуға. Енді бар, бұдан былай түнде кәдімгідей бүйтіп отырамыз. Енді Алеке естіп отырсаңыз. Біздің продюсер бізге бір екі сөйлемішке алып берсеңіз. Ең аз ақша кеткен серия қанша сома болды? Тегін түсірілген емес, су тегін. Ең қызығын айтып берейін сізге. Бір кісілер сұрақ қойады ғой енді. Осы қанша кетеді Жездухаға деп. Сол кездерде ғой. Ұялғаныңнан айта саласың ғой. 500 мың кетеді, 300 мың кетеді деп айтып. Беріп қалатын шығар деп. Не кетіп жатқанын білмейсің айтыр. Қалай қанша ақшамыз бар соған түсіретін едік қой басында. Сол сценарийді ақшамызға қарай жазатын ек та. Қазір мынандай реклама келіп тұр, бюджетте мынандай ақша бар бізде десе, уже жайлап, давай бір нормальный жерге түсірейік. Жүдеуміз ақшасын бере саламыз. Олай өсіп, басқа жаққа барып түсірмесең, қаласың ғой, сол уровеньді қалып кетесің. Не үшін Дубай түсірдік, не үшін Турцияны түсіріп жатырмыз, сол өсудің амалы ғой енді. Өзімізбен бірге, өзіміздің көрермендерімізді бірге өсірсек деп жатырмыз да, жайлап. Ең көп қаражат кеткен қанша сомаға айналды бір серия? Соңғысына кетті. 6 миллион. 5-6 миллион. Енді монетизация деген нәрсе бар ютубта. Мен көрдім, алды 6 миллион просмотр. Каналда тіркелушілердің тұрақты саны 1 миллионнан асады. Кем дегенде 2 миллион көрермен тұрақты көріп отырады. Енді қызығушылық танытады ютубпен айналысып жүрген адамдарға, басқа да ютубпен айналысқысы келетін адамдар, мысалы, менен де сұрап жатады, аман монетизациядан қанша ақша табасың, шығыныңды ақтаймын ма, байып кетесің бе деген секілді. Енді олардың санасында, мысалы, Ресейдің блогерлары, басқа да блогерларды көрген кезде жақсы қымбат көлікпен жүреді, жақсы жерден тамақ ішеді, яғни жақсы ақша табады деп ойлайды. Бізде жағдай қалай? Бізде енді топ 5-тің ішінде барсыңдар ғой. Кей кездерде сериалдарымыз кешігіп шығып қалады. Сол кездерде аз түсіп қалуы мүмкін ақша. Былайынша кәдімгідей қомақты қаражат түседі. Қанша түссе де төртеумізге бөлгеннен кейін, төртеумізіміз Тоқтар бар, 5-ке бөлгеннен кейін шілей бүйтіп. Былай айына шағып, мынандай деп айтатын қалай айтсақ болады. Жоқ, енді ол түсінікті, енді ол мысалы менің неше адаммен бөлетінім, сендердің неше адаммен бөлетіндерің енді команда болғаннан кейін бөлінеді. Өзі істей берсең, шұқылай берсең шығады. Әрекет адамнан, берекет Алладан деп. Жоқ, ол түсінікті, оның жарқын мысалы сендерсіңдер. Әйтеу, Құдай еңбектенген адамға бірдеңке береді. Бізге таза монетизацияны айтыңдаршы, сол керек. Ондай білмеймін. 6 миллион просмотрдан қанша ақша табады? Егер түсірген контенті 1 миллион просмотр әкеледі, немесе 2 миллион әкеледі, ол өз-өзін асырай ала ма? 1 миллионға қанша түседі? Монетизация. Генезис пе? Тоқа, сен бергеші, сенде ақ отыршы. Ендеше қымбат достар, біздің миллион командасының тапері, Жездуханың операторы, біздің 5-ші мүшеміз көрінбейтін ұйқыбас, Қоңыраттың жігіті, Қасқырбай Тоқтар келді ортамызға. Ал айт монетизацияны. Тоқтар, ақшаның бәрі сен санайды екенсің ғой. Осыда, бәрі осыда. Естілетін шығар? Айт бауырым. Қанатқа жақын отыр. Сол айына қанша серия түсіргенге байланысты, және де рекламаның көптігіне байланысты ішінде. Біріншіден сәлем деп қойса. Тоқтарбай, менен сұрайды мысалы. Миллион просмотрға қанша ақша аласың? Шынымен соны айтшы, қанша? Кемінде $600 түседі. 1 миллион просмотрға Қазақстанда $600 мың. $600. $600. Жалпы Қазақстанда негізі аз түседі ғой? Негізі анау айтқандай көп түспейді. Көп түспейді, Негізі жаңадан бастаймыз деп жатқандар болса, бастай берсін. Бірақ ақша үшін бастамау керек. Қанша түседі? Ақша істейміз деп бастамау. Біз де білмеймін, мысалы, кеше қанша бір 19-18 сериал келген кезде ғана біз ақша ұстағанбыз. Оған дейін біз білмейміз, монетизация, анау-мынау, соға дегенде әйтеуір. Ұстаған күнде де біз қайттан жаңа сериал түсіретін болсақ, соған саламыз, өзіміздің ақшамыз. Бәріміз соға әйтеуір, мына жақтан алып, мына жаққа салып жатқан адамдармыз ғой. Басымызға тартқан көрпеміздің аяқ жағы белгілі ғой. Біздің өсуіміздің ең үлкен пайдасы қазақша контент көтеріліп жатыр. Қазақша контентке деген интерес көбейген сайын рекламаларды көбейеді. Түсінгеніміз монетизациядан көп ақша түспейді. Бізде ең көп тапқанымыз айына $8,5 мың. Ең көбі. Өйткені бір айда қанша $10 мың ма шықты ғой, 8,5.
бір айда 3 ма жүргенбіз сол кезде. Иә. Енді қазір нарықта әртүрлі компаниялар бар, медиа компаниялар. Сәлем Social Media болсын, Darplay болсын, басқа да компаниялар өте көп. Қызығушылық танытты ма? Сәлемнен ұсыныс болған. Аха. Darplay деген білмегенбіз бірақ. Соң осындай деп біздандай бірақ ақша жоқ, пока бізге бере беріңдер, андай мындай деп бізді. Тегін сұрады ма? Сонымен жоқ. Біз өз-өзіміз күніміз көреміз, бізге тиіспеңіздер дедік. Ал жеке әрқайсыңды бір актер ретінде өз киноларында көргісі келетін продюсерлер немесе режиссерлер бар ма? Жоқ, біз енді қазір шақырса, төртеуіміз шақырса дейміз. Өйткені біз әлі бүкіл нәрсемізді үлкен киноны сақтап отырмыз. Бар талантын басқа біреудің мысалға аренасында, басқа біреудің дүкенінде көрсеткісі келмейді. Енді жақында бір ұсыныс отыр, төртеумізді шақырып жатыр. Сондай болса жүдә жақсы. Бізді шақыратын барша үлкен кинотеатрға шағын киноға шақырып. Сондай кісілердің құлағына алтын сырға бөле жармаңыздар. Төртеуіңді кім шақырып жатыр бірге? Гүлнұр әпкеміз, келінжан. Мама Сарипова? Иә, сол кісі. Басқа образда. Басқа образда. Иә, Жезухан образы емес. Қалат, орамал жоқ, мұрт жоқ. Оны мақсат біле ме? Маған айтпады. Қазір айтам. Сөзсін сен, бізден бірге барсың. Иә. Құдай қаласа сол жобаның басқасында барсыңдар. Телеарналар сендердің сериалдарыңа қызығушылық танытты ма? Шақырып, Жездуханы Қазақстан ұлттық арнасынан, немесе Хабардан, немесе Астанадан, немесе 7-ден көрсетейік дегендей. 7-ші арнадан сәл-пәл болды. Ұсыныс болды, арада ғана сөздері болып қалды. Ой, білалар. Боқауыздар ма? Боқауыз аптасында сәл қызықсыз болып қалған сияқты. Боқауыз емес ол, сәл. Бұрыс андай бағынып қаламыз деді, өйтіпше. Айжамал, сен неге олай жасайсың? Ұят емес пе деп қаламыз ба тағы деп. Біз солымыздан қызық болып тұрға қалай сөйлейді, солайша. Енді артық та кетпейміз біз, сол. Өзінің артық кетпейтін біле ма? Өзінің артық кетпейтін білмейтін болсаң, білмей қаласың. Біз артық кетпейміз. Яғни редактурадан қашып ТВ-ға бармадыңдар? Иә, ешкімге ноқтамызды ұстатып атқан жоқпыз. Өмірдегі мақсат қандай? Өмірдегі мақсат, Құдай қаласа, адал жарына өтсе үйлендіп, ата-анамыздың разылығын алып, сол өмірдегі ең мақсат. Мақсаттың бойдақтық күндері енді қанша уақытқа созылады? Үйдегілер айтып жатыр, үйге барған сайын, ауылға барған сайын айтады. Көршілерім де айтады, қашан алып келесің, келінді. Құдай қаласа, енді биыл жылдың соңына қарай деп жатырмыз. Таңдау жасалды ма? Бар таңдау, иә. Аты заты айтыла ма? Алған кезде. Енді ол бұйыра ма, бұйырмай бір Құдай біледі. Алған кезде Құдай қаласа айтамыз. Өзіңе сенімсізсің ғой, бұйыра ма, бұйырмай ма? Енді алдағы не боларын ешкім білмейді ғой. Жүрегіңнің жартысын Түркістаннан таптың. Иә. Кім-кімді таңдады? Кім-кімді таңдағанда? Енді отағасы таңдайды ғой көбісі. Мен өзім негізі көбісі бойдақ деп ойлайды бізді. Бірақ осы жерде айтуға тура келіп тұр. Бізде командада 2 бала үйленген. Оның бірі мен. Түркістанның қызы. Сол жақтан алып қашты. Қазақтың салт дәстүрімен. Жаңа ол кезде ата-анам Алматыда еді. Алматыға алып қаштым. Ақ опелмен алып қашқам. Әйгілі опелмен алып қашқам. Оның историясы бөлек бірақ. Қызық болған тұғын. Қалай енді қыз бірден көнді ме, жоқ әлде? Енді келіспеушіліктер болды ма? Оны тереңінен қазалай берсеңіз қазалай береміз ғой. Негізі мен өзім жаңағы аймақтық әлеуметтік инновациялық университетін оқып бітірдік. Бұрынғы Қазақ университет, қазір халықаралық достық университеті қосылып кетті, аты өзгеріп кетті. Сол университет қабырғасын бітіргеннен кейін мен сол университетке жұмысқа қабылдандым. Сол жақтан жұмыс істеп жүріп, жаңағы өзімнен кейін студенттер оқуға түсе бастады. Соның ішінен көзіме оттай басылған, жақсысын қарап, біліп, бақылап, сөйтіп көріп алдық. Ол кезде бірақ студенттер де, университетте апайлар да, коллективі, мұғалімдер де ешкім білмейтін тұғын. Білсе ұят деген нәрсе бар. Құпия махаббат. Университетте көріп қалсаң танымаған адам сөйлеп кетесің деген сияқты. Аллаға шүкір. Әйтеуір қазір үйде. Таза шымкентский болыпсың ғой. Иә, таза шымкентский болып. Сен де отбасын құрдың. Әдетте оңтүстік өңірде келінді
анасы таңдап жатады. Сенің жағдайыңда кім таңдады? Өзім. Точно өзің ба? Иә. Үйдегілер қабылдады ғой? Иә. Қай жақтың қызы? Негізі бұны қинала бересіз ба? Или керек емес етші бұл сұрақ ше. Мен ажырасып кеттім ба десең. Бұлар кете ма? Кетеді. Неге юрист мамандығы таңдалды? Юрист мамандығы, мен полиция болғым келген бала кезінде. Сөйтіп қалаға келіп полицияларды көрдім да. Жай өнерге секіріп болдым мына жаққа КВН-ге. Полиция мамандығы қиын екен ол. Негізі адамдарды қорғайды деп ойлайтын едім. Енді қорғайды ғой енді, бірақ өте қиын екен ол. Юристті бітірдің бе, бітірмедің бе? Юрист бітірдім, осы университетте бітірдім. Ол мамандық бойынша жұмыс істемедің? Ол мамандық бойынша жоқ, жұмыс істеген жоқ. Енді келешекте істемейтін сияқтымын, бірақ ол мамандық осы жолмен келетін сияқтымын. Кубок қолда, бала белде, қатын қайда? Охо! Бір жер жүргенді да. Кездесер көп болғанда жаңағыдай қиын өте кеше туған күнімде, менің кәдімгі басталғаннан келін әкел, папам мамам отыр, келін әкесін, үйлен деп мен Марат Остаев ағам айтамын, сіз қалай шыдап жүрсіз деймін да. Мен мынаның азанда әкелгім келіп кетті ғой деймін да. Бұйырғаны болар енді. Қараймыз. Таңдағаның бар ма, жоқ па? Таңдағандар үйге ұнамай жатыр. Міндетті түрде үйге апарып таныстырасың. Иә, енді үйдегілер осыны ал, үмітімізді ақтар дегенмен тұрмыс құратын шығармыз. Мен үйдегілерге де айтамын, шілей үйтіп неғылар қыспақ қала бермеңіздерші. Сіздер тұрмайсыздар ғой, мен тұрам, әйтеуір бір несібемізге біреу жолығар. Мен де енді әйтеуір біреуді апара салмаймын ғой. Сіздерді сыйлайтын бір кісілер жақсы тәрбие көрген текті жерден алармыз. Құдай кездесер. Сериалды қарап отырғанда да жаңағы осы оңтүстік отбасының кейбір әрекеттері қатты насихатталады. Боқтай салу, жарт жолдан тоқтай салу деген сияқты. Осы жағы қалай болып жатыр? Сексизм басым емес пе сериалда? Енді бізде оңтүстікте сондай, ер азаматтар оңтүстікте солай ғой енді. Билейді, ер азамат, енді барлық жерде сондай деп ойлаймын, бірақ біздің оңтүстікте қатты әйел деген үйде, кәдімгі өзінің онымен, тілмен, біз еркек сөйлейді, айқайлайды, ұрсады. Сондай өзіміз енді көріп өскен нәрсе ғой. Ауылда ағалар, жеңгелердің сол бір-бірімен ұрсып қалып, артынан татуласып, әдемілеп, бір-бірін құшақтап, тамашалап, татулығы жарасып, шай ішіп отыратын. Енді Уәлибек ағамыздың монологы бар ғой енді. Шымкенттің әйелдері туралы. Соның кино нұсқасы кетіп жатыр ғой қазір. Иә, примерно сондай. Иә. Ол норма. Ол жақсы деп ойлаймыз, ол күшті ғой. Бірақ мен кейбір жерлерінде балаларға айтамын, яғни Жезден рөлін сүмелек қыла бермейінші мен. Бір как будто ел сөйтіп ойлайтын сияқты мен андай. Әйелінен ертең мен үйленемін, бүйтем. Мен ойлап қалар бір образда сондай екен, онда байқұс деп тиіп алса біреу. Ертең басыңа шығып отырса, мен өмірде ондай емеспін деп қырылып отырсам. Соны шілей сәл абыройымды көтеріп қойыңдаршы, мен де сәл сөйтіп жазайықшы деймін. Бір әйеліне дауыс көтере алатындай, бір шешім қабылдай алатындай біреу болып. Соңғы кездерін сөйтіп жатырмын әйтеуір. Кеше Турцияда қайтып кетіп, қайныларын тастап кетіп, өзім шешем бәрін деп, сондай нәрселерді де қосып қоямын арасына. Өзім үшін ғой енді ол. Яғни еркектің иммунитетін көтеру. Иә. Жайдармандағы, КТА-дағы жақсы командалар Шымкенттен шыққан. Көптеген театр әртістері, оның ішінде әзілкештер Шымкенттен шыққан. Шымкенттің қандай қасиеті бар? Шымкент жылы ғой. Ауа райына байланысты деп ойлаймын. Табиғатына байланысты. Астанаға барсаң, Астана адамдары теп қалған ғой бәрі ше. Үйінде де сөйтіп жүреді ма? Постоянно. Қатал ма ауа райына байланысты? Жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, табиғатқа байланысты ау деп ойлаймын. Мысалға, ана соседіңмен шығасында шутить етесің да. Шығасында, бір негізі прикол ұстайтын, ол саған прикол ұстайды. Одан туылған бала той шутник болады да, ол да сөйтіп шыға береді да. Негізі әр жердің салты басы иті қара қасқа дейді. Кеше Турцияға барған кезде тек мұң.
бір нәрсе ойнап музыкалар бүкіл кафесінде жаңағыдай сезіміміз оянып бәле болдық қой ана бар. Кімге ғашық екенін білмейсің бірақ. Біреуге ғашық болғың кеп. Қыз іздеп. Анау теңіздің толқынына қарап өзің Не істейміз Мансар деп ше. Үйге камералар кешігіп жатыр екен. Камера қоятын балдарда. Бұл жақтан жазып барған сценарий ол жаққа барып өзгерді ғой. Анан аурасы, табиғаты бізді өзгертті. Давай өшір басқа нәрсе жазайық. Давай бүйтіп чайнекпен отырайық, музыкамен, шағалалармен әңгімелестік. теңізбен үндесіп. Шымкенттен сол себепті сондай не көп шығады жарды. Онысында Жайдарманның бастауы осы бізден алынған жоқ па Шымкенттен шығып? Фестиваль болды басында. Содан кейін енді бәрі ғыжырлап, таланты барды, жоғы да, бәрі бүйтіп сонымен көбейіп кетті деп ойлаймын. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығына әркім әртүрлі баға береді. Біреулер даттайды, біреулер мақтайды, біреулер жамандайды. Қалай баға бересіңдер? Тек шүкір қылу керек ау деймін. Иә, бақыттымыз. Қазір біздің Қазақстанда дәл қазір кім қалай еңбектенеді, солай ақша табады. Менің ойымша. Жұмыс бар, бірақ адамдар менсінбей қарайды көбінесе ше. Кеше Турцияға 30 серияны түсіруге барған кезде мен мысалы жан-жаққа барған кезде бағаларын білгім келіп жүреді. Қанша екен мысалға? Ол жақта бензин бағасы 700 теңге екен да. Бензиннің бағасы. Біздікімен, Иә, біздікі. Газының бағасы 700 теңге екен. Нелерде баға бензиннің газының бағасы. Ал бізде қанша 210 теңге ма сондай мысалға. Жер мен көктей айырмашылығы. Шүкір Қазақстан басқа мемлекеттерде ешқандай кемшілік ештеңе жоқ, қайта артық. Енді өз мемлекетіңді сыртынан көрген кезде біздің имиджіміз қалай екен? Қазақстан деген кезде олар не айтты? Қазақтар барлық жерде жүреді ғой, бірақ бай деп ойлайтын сияқты біздің Қазақстанда. Дубайға барған кезде датао тазалығын көріп, жан-жағыма қарап, мә саған мыналар шынымен GTA ғой өмірі кәдімгі тап-таза. Күшті болып жүр да барлығы. Қазақстанға келіп, қалаға кіргеннен бастап өкінішке орай да жан-жағыңа қарасаң ше шамалы. Біз шілей мықты жерінде жүрдік. Қазақилығымызбен, өзіміздің бір мәдениетімізбен ғана күшті болып жүрміз да өзімізге ше. Былайынан енді негізі біз енді дамып жатырмыз ғой. Осылай дами берсек күшті болып кетеміз. Мысалға Біріккен Араб Әмірліктері мысалы Дубай, мысалы 2-3 қаласы ғана мықты дамыған да. Ол мысалы шетелден көп инвестиция құйған. Мысалы бір қала Дубай дамыту үшін бір ғана Дубай істеп жатқан жоқ, бүкіл мемлекетті істеп жатыр. Мысалы біздің Қазақстан бүкіл бірдей бүйтіп дамып жатыр да бүйтіп. Тек қана бір қала дамып жатқан жоқ та. Барлық жағынан бүйтіп. Мысалы Шымкент, Алматы, Түркістан. Қырғызстанға жарысқа бардық қой, гастрольмен деп айтайын енді. Сол кезде біз қырғыздың жаңағы тілі бар, басқасы бар, дайындық бар, тамақтануымыз бар, жүріс-тұрысымыз бар. Сол кезде сәл қиналасың ғой. Ол кезде де жаңағыдай бізде Каспий Голд бар ғой. Қазір Каспий Голд любой жерден перевод жасайсың, QR бар, дамығанымыздың несі да мысалға. Ал ол жақта ондай нәрсе жоқ. Қырғызстанда біраз көп жүрдік. Қазақстанға келген кезде шекарадан асқан кезде өзіміздің елімізге келдік ау деп ше, бірақ действительно шүкіршілік қылатын нелер көп. Ол жақта да біздің Қазақстанды мақтайды. Жалпы саясаттан хабарың бар ма? Әлде қоғамда болып жатқан саяси оқиғалар саған бәрібір ме? Жоқ, өзімнің салам жағынан пайдамды тигізгім келеді. Осы сала жағынан араласқым келеді. Мәдениет саласында, телевидение, медиа саласына жайлап қадам басып жатырмыз. Биыл біздің медиа саласына жалпы телевидениеға 50 миллиард па теңге бөлінген. Ойбай, сондай нәрселерге қарным ашады, бірақ енді жылдың аяғына дейін көреміз. 50 миллиард теңгелік дүние ұсыныла ма халыққа, ұсынылмай ма? Пәле миллиардтаған дүниелер түсіріліп жатыр. 200 мың, 100 мың просмотрмен қалып жатыр ғой. Ал біздің әшейін жүріп 150 мың, 200 мың теңгемен түсірген нәрселеріміз 6 миллион, 5 миллион жинайды. Білмейсің сонда не ақша қайда кетіп жатыр? Алмағы қайда, салмағы қайда деп ойлайсың ғой. Неге бізге соны құймайды? Неге осында ізденіп жүрген балаларға бермейді? Назарбаевқа наразылығың бар ма? Жоқ, ризамын ол кісіге. Әуелі Алла, патшаны енді Алланың жерде көлеңкесі дейді ғой. Әуелі Алла, одан сол кісінің арқасы ғой. Жақсы көремін. Мен өзім бір кездесуде 2016 жылы жастармен кездесуде көргенмін өзім. Шымкентте? Жоқ, Астанаға шақырту. Біз университеттегі ең активный білімді жастарды әр университеттен 2-2 студенттен алып кетті. Менен университет бойынша мен бардым ғой, білімді болып.
Сосын қызық қойғанда елбасымыз кіретін жерге қатты тексеріп кіргізеді ғой. Пальтом болатын. Сонымен жаңағы аппақ нәрселердің үстіне артық заттарыңды, сотка, анау мынау сағат бағат бәрін қойып. Қалтам түбінде 5 теңге қалып кетті. Титылдайды ғой. Соны ал ананы өткізбейміз айтып сен деді. Түбінен бүйтіп алып бүйтіп алсам нанның ұсағы бір артында қанша енуда оқитын қыздар тұр. Бір ұялғанбай нанымды бүйтіп жинағансың. Бәрі бар ма? Ақыраналар күледі. Нан жейсің, бүйтесің, саласың, ауылдағы әдет қой. Түбіне жиналып қалғанда ананы. Сөйтіп бір қызық болған елбасымен кездесетін кезде. Осы 30 жылда Қазақстанда заманауи жастар өсті. Мен алдымда тұрған мақсатты заманауи жас деп айта аламын ба? Бұрында барлығымыздың ауылда ағаларымыз советтің несін көрдік деп, мысалға, тәрбиесін көрдік деп, ол кезде бәріміз ішетінбіз, шегетінбіз дейді, мысалға. Қазір заманауи, қазір 30 жылда ондай шүкір деп, қазір барлық жақтан естиміз, жастар қазір ішпейді, шекпейді, білімге құштар, ізденісте, сондай әңгіме көп естиміз. Заманауи жас деген сол шығар, солардың қатарындамыз, шүкір. Ішпейміз, шекпейміз. Солай. Шетелге бардың, Стамбулға барып келдің, Дубайға барып келдің, басқа да шетелдерге барған шығарсың, біз білмейтін. Отанға оралғанда қандай сезімде боласың? Тәуелсіз Қазақстанды сезінесің бе? Иә. Басқа жақтарды бардық, иә. Бір 2 күн максимум. 2 күннен кейін сағынады екенше. Бірінші неде сезіндік, Қырғызстанға барғанбыз. Қырғызстанда мысалы әшейін осы Қазақстанның кез келген ойындарына мысалға барсаң, бір ұтсаң болды. Ұтсаң қуанып қайтасың, кубогыңды алып. Ал шетелге барған кезде ол намыс дегенде кәдімгідей бүкіл Қазақстанның атынан бара жатсың да сен. Жайдарманшылардың бүкіл Қазақстандағы жайдармандық, мысалы осы кезге дейін 20 қанша жайдарман тарихы, биыл 22-ші маусым болды, 22 маусым тарихы бар жайдарманға барасын. Бүкіл жайдарманшылардың үмітін, намысын қорғап шетелге бардық. Бірінші жылы сол ұтып келдік. Сол кезде бір Қазақстанға тәуелсіздігі бар Қазақстанның намысын қорғау үшін ойнап келдік сол жақта. Өте күшті сезім ол, айтып жете алмайсың ше. Бір ана жерде қанша овация ұрылып жатады, бәрі сен үшін, елің үшін, жерің үшін деген сондай сезім болады өзіңде. Күшті ол сезім. Отанымызда болып жатқан келеңсіздіктердің бәріне Назарбаев кінәлі ма? Ютубта мысалы кез келген сондай пост салынғандар, кім кінәлі деген алдында кінәлі, кінәсіз деп адамдар талқыға салады астына комментарийға. Оның барлығы 100% кінәлі деп айтпайды. Мысалы 50% кінәлі десе 50% түк қатысы жоқ деп айтады. Рахмет айтыңдарына келесін. Оның бәрін білмеймін, кім кінәлі екенін. Сен қайсына қосыласың? Шүкір, қазір жағдайымыз жаман емес. Өмір сүріп жатырмыз. Тамағымыз бар, киіміміз бүтін. Осы күнімізге шүкір, Алла қаласа бәрі жақсы болады, бұдан да жақсы болуы мүмкін. Лайым солай болсын. Миллион КВН командасы танисың ба? Я танимын, 1 жылдан бері көремін. Поначалу мне это не было интересно, потому что у меня не было времени, я занимался работой. В общем, меня заинтересовали все, кто знает именно, кто смотрит этот сериал. Я начал его смотреть, мне все очень нравится, все очень креативно. Именно то, что вот чемпионские парни поднимаются, это хорошо, и мне все нравится. Самый лучший кто там? Вот этот же, сам Жиздуха, который играет же с этим, он хорошо играет свою роль, да, с Усами, который, он свою роль отлично выполняет. Остальные так немножко, как сказать, выходят за границы, а так все отлично. Именно ішіндегі Мансары қандай қышыма сөздері бар ғой. Кейде айтып жатады да, ауысып жүреді ғой нені темасын, сол жерлері ұнайды маған. Болды. Кейін Қанаттың кәдімгі өз жалпақ тілдері болады ғой. Біз сөйлесеміз ғой, қазақи сөздері. Сол жерлері ұнайды. Сіздерге? Маған да сол ғой. Дәл сол. Мансардың өзі, сөйлеген сөздері. Олар Шымкенттен көшіп кетсе ары қарай жұмыстары жалғаса ма, жоқ әлде осы қалада қалу керек пе? Жұмысқа байланысты емес қой. Қай қалада болса да. Жұмыс болса баса береді жұмыс. Қарсы емессіңдер? Шымкенттен кетсе де. Сендер неге Шымкенттен кетпейсіңдер? Шымкент кететін қала емес, наоборот Шымкентке келетін қала ғой Шымкент. Шымкентке бір келген адам кеткісі келмейді. Ерболат, миллион КВН командасының ішіндегі алматылық жігіт. Иә. Солай ма? Нақ солай.
Әдетте енді басқа қалалардағы жас жігіттер Алматыға қарай оқуға келеді, сол жақта өмір сүргісі келеді. Сенде бәрі керісінше неге? Мектеп қабырғасында енді мен 5-ке оқыдым деп айтпай-ақ қояйын. 3 пен 4-ті оқыдық қой, 2-сі бар, ана соң ұбт-дан қарық баға алған жоқпыз. ұбт-дан да қарық қылған жоқпыз. Содан кейін не керек? Алматыда оқу қымбат. Оған кімнің жағдайы келеді, кімнің жағдайы келмейді. Явно білімің грантқа жетпейді ғой. Содан не керек? Мамамыз не осы Шымкенттің нағашыларымыз. Осы жақта оқу бар. Частный екен. Ішінде осындай актерскийға оқу бар дегеннен кейін сөйтіп осы жаққа жіберді Шымкентке. Актер боламын, актерскийға түсемін деп оқуға келдік. Сөйтсек біздікі вообще басқа екен, біздікі музыкальный екен. Сөйтіп не керек? Қанат та сөйтіп келген, Мақсат та сөйтіп келген, мен де сөйтіп келген. Бәріңді тағдыр қосты. Иә, музыкалық білімге түстік. Шымкентте армандар орындала ма? Иә, орындалады. Аллаға шүкір, мен айтайын, 8 жыл болды ма оқуға түскеніме. Кеп, әйтеуір, тфай, жаман болып отқан жоқпын. Абыройымыз бар, Аллаға шүкір. Жұмысымыз жасап жатырмыз, ел таниды азды көпті. Қазір мен енді таза Шымкентский болдым десем де болады, балалар айтады, сен бізден асыпсың деп. Қазір мен осы бір 6 ай ма көлем болды, мен Алматыдағы үйді сатып, үйдегілердің барлығын осы жаққа Шымкентке көшіп келдім, толық. Атанаң осы жаққа келді? Атанамды осы жаққа алып келдім. Атанаң Алматыда болды, сен Шымкентте болдың. Қалай қатынас? Ара қатынастарың жиі болды ма, жоқ әлде ата-анадан алыс жүрген саған шығармашылықпен айналысуға мол мүмкіндік берді ме? Былайша айтқанда енді негізі қиын болды. Өйткені ата-анам Алматыда мені уайымдайды, сыртта жүргеннен оқуың бітті ғой. Қайтсай, жұмыс істейсің ба, не істеп жатсың, қалай болып жатыр, қалай күн көріп жатсың, жаңағыдай туысқан бар, туысқандар бар, не істеп жатыр ол бала ояқта деген сияқты уайымдар болады. Сосын жаңағыдай творчестволық жұмыс істеп жатқанда мен білесіздер, общение сериалындағы көлік бар ғой, Opel, ақ Opel 893 қаз-02 деген. Сол менің көлігім тұғын. Сол Opelмен мен Алматыға жиі барып келетін тұғын. Өйткені үйдегілер сағынған кезде мамалар қайтпайсың ба деген кезде өйстіп ойланып жүремін, қой кеттім де шығып кететін тұғым. Егер сен Алматыда болсаң, осындай жетістікке жетер ме едің, осындай танымал болар ма едің, қалай ойлайсың? Енді мен Алматыда болсам, білмеймін оны. Мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені Алматыда оқуға талпынды қой, мысалға Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына. Ояққа бармадым емес, шынымен де бардым. Өйткені арманым жұлдыз болу. Арманым осы әйтеуір өнерге жақын болдым да. Қанымдар болғаннан кейін ояққа да бардық. Бірақ енді о жаққа мүмкіндіктер аз болды, шыны керек. Енді алып қашпа әңгімелер көп қой енді. Ой, бай, бүйту керек екен, сөйту керек екен дегеннің. Ояққа да бардық, бірақ болмады. Кейін осы жаққа түстік, әйтеуір бір ағамыздың айтқан сөзі бар ғой, Шымкентте оқығаннан гөрі тоқығаның көп болады деген әңгімесі бар. Ағам маған айтқан тұғын соны. Алматыдан келдің ба деп таңғалып ол кісі де. Бірақ дұрыс дедің, Шымкентте оқығаннан гөрі тоқығаның көп болады деп. Тоқығаның көп болды ма? Иә. Мен оқығаннан гөрі тоқығаның көп болды. Біз енді музыкалық мамандық Өтеген Губайдуллин деген біздің профессор ағайымыз бар, күйші. Сол кісінің қолында болдық. Бірақ біз университет 1-ші курста оқыдық, концерттерге қатыса бастадық, шыңдала бастадық. Сөйтіп жарыспен КВМ-мен жарысқа жаған-жаққа кеттік қой. Университет жіберді. Өзіміз жайдарманмен сонымен кеттік. Оқу жайында қалды. Бірақ әйтеуір бір жетістікке жетіп, 1-ші орын, 2-ші орын алып келсек те қуанып университетке келіп, апайларға, ағайларға көрсетіп, сол кісілер әйтеуір, біздің атымыз шығарып жүрген жігіттер деп оқуда әйтеуір, сессияда әйтеуір азды көпті көмектерін көрсететін. Өздеріңді өсіру мақсатында, жетілдіру мақсатында не істеп жатсыңдар? Оқисыңдар ма, көресіңдер ма, қарайсыңдар ма? Мен ба? Таксистер сұрайды, Қанат көп кітап оқиды деп, рас па? Сөйтіп ойлайды екен мен андай оқымысты, көп кітап оқиды. Мен енді ата-апаның қасында көп жүргендігім шығар. Үлкендерді көп тыңдап, сұхбат көп көремін. Сізбен жаңадай үлкен ағалардың берген сұхбаттарын жиі қараймын. Жақсы әңгімелерін, сұлу сөздерін
өзіме алып алам. Макс. Қазір шыны керек кітап оқимыз деген өте болып кетеді ше. Көреміз ғой. Көп нәрсе көреміз, тыңдаймыз. Мысалы, жаңағыдай ғой, сұхбат көресің, айтыс көресің. Өзің ішінен керектілерін аласың ғой. Керек емесін шетке ысырып қоя бересің. Кино көремін мен. Көп кино көремін. Қалай ойнайды актерлардың актерствосын ұрлап жаңағыдай. Джим Керри қатты ұнайды маған. Сол киноларын көп көремін. Мен киноларды рахаттану үшін көремін. Ештеңе ұрламаймын деші. Ұрламаймын. Барым бар. Дамып қойғам дейсің. Өзіме ұнаған нәрсені алам, ұнаған информацияны алам. Мен кітап оқимын деп айтамын. Біз мектепте оқығанбыз. Мансардың қандай плюстары бар? Плюстарым білмеймін, шын айтамын. Минустарым көп. Қандай минустарың бар? Минустарым ба? Жасқаншақпын ғой көп жерде андай бейді. Неуверенность бар да, ішінде ше, шамалы ше. Қойшы деп айта саламаймын да біреуге ше. Сондай жақтарым бар. Минусым. Сенімсіздік бар. Екінші минус. Сәл шамалы салақпын. Салақ болғанда қалай андай қопалмын дегенім ғой. Сәл бейт қоп тұрап жүріп ше. Ерболат екеуміз өнер барысына қатысатын болғамыз. Ерболатқа Бумер деген ат қойып қойып, екеуміз тренировкаға барайық жүр дедім да. Бір-екі рет тренировка істегеннен келсең күреске үйретемін деп құлап, белін ауыртып соның өнер барысында жарамайтын жерінде сондай бір сәл қопалдау тірліктерім бар. Жоқ деп айтпайтыныңды біліп, адамдар қинап қояды кей кезде ше. Брат деп андай сәл ақкөңіл екеніңді білсе ше. Сол жоқ деп айта алмауыңнан бір опық жеген кездерің болды ма? Көп болады ондай. Адамның көңіліне қарайсың да. Мысалға бір кафеге барсаң, брат, историяға салып жүрші дейді да. Сен анаяқта еңбегің, сен андай бір әшейін бір история 15 секунд дейді да. Сен сол үшін қанша еңбектендің, историяңды пәленнің адам қарап отыр. Мақұл деп сол кезде ұялғаннан сап бересің да, бірақ ол мысалға андай бір арзан, саған тек қана Шымкенттің бір бұрышындағы жер болуы мүмкін да, бірақ сен анаяқта бүткіл адамдар жан-жақтың қалалардың адам қарап отыр. Сондай кезде қойшы бауырым. Мен ондай реклама істемейін деп айтамайсың да. Сол себепті көп халықтың алдында жүре бермеуге тырысамыз жаңағыдай. Администраторымыз бар. Алдында администратор жоқ тұғын. Той келсе де өзіміз қабылдап, әлі деп сөйлесе беретінбіз. Администратор жалғап қойдық. Кім сүмелек болса да, сол сүмелек бола береді. Үшін бағамызды айтса да, біз өзіміздің бағамызды $50,000 деп тұрсаң, өз қапсын бағалым, давай деп бит қоятындар бар ғой. Сол себепті сондай администратор дұрыс екен негізі. Баға қаншаға жетті? Баға қазір әрқайсымыздың басымызға $1000. Алдағы уақытта лицомызға қарай ғой. Белгілі нәрсе ғой, лицоға қарай көтерілетіні. Ең бірінші $300,000 бастағамыз, төртеуміз. $1000-ға не істейсіңдер? $1000-ға тойды шайқап кетеміз ғой, бастан аяқ. Төртеуіңде жүргізесіңдер? Төртеумізде жүргіземіз. Мақсаты өлең айтады. Ортасында жаңа... Ойын ойнатып,ошын, рызақ кетем, болса хабарласа берсеңші. Той болғанса. Қызметтеміз ғой. Еңбектеріңді жегендер бар ма? Еңбегімізді ма? Жоқ, еңбегімізді ешкім жемеген. Жесе де мән бермейміз біз ше. Ақша дегенге вообще мән берген емес біз. Бізге наоборот еңбегімізді жегенге қарағанда бізге поддержка берген адамдар көп болды. Кеше Турцияға баратын кезде де атын айтпай ақ қояйын, Ерекең деген бір братандар болды. Ақшаны сіздер қосқаным болсын. Мықтысыңдар ғой сендер, қарапайымсыңдар. Негізі бізге өзіміз сияқты кісілер көп поддержка береді. Ауылдан шыққан, андай жоқтан бар жасаған кісілер ше. Солар көп поддержка береді. Ешкімге өкпелемейміз біз команда ше негізі. Біз өмірде бұл жолға жету үшін мынандай қиыншылық көрдік та деп ондай нәрсе жоқ. Бізді мынандай адамдар шалғысы келеді аяғымыздан деген әңгімені көп айтпаймыз. Чисто кәдімгі әдемі бұл өмір сүреміз біз ше. Сол үшін де Аллах тағала осындай кішкене бақ беріп қойған жер. Қанаттың қанша қарызы бар? Дәл қазір қарызым жоқ. Бәрін төлеп болдың ба? Соң кредитім бар еді, оны жауып тастадым. Сұрап тұрған себебім жаңағы әкеңе әперген көліктің жартысын кредит қалдым дедің ғой. Ол алдыңғы Toyota былтыр әр құдай туған күнімде, өзім туған күнімде, былтырғы туған күнімде Toyota алып бердім, 35. Сонымен оны айдап жүрдім да, кішкене жол апатына ұшырадым да ол көлікпен. Соны сатып жібердім. Қатты авария болды ма? Болды, бір құдай сақтады бірақ. Бір күн бұрын Мансар Range Rover алған. Инстаграмға салып, төртеуміз төрт көлікті болып, сол бір-екі айдың ішінде
Құран оқытамыз, чемпион болдық деп жүріп, Құран оқытамыз. Алла ниет қойғаннан кейін негізі адам сразу оқытып тастау керек екен. Сөйтіп жүрдік та арасында мен сондай шығарды. Ертесіне оқыттық сразу балдар. Кез келген контент бір нәрсені насихаттайды. Яғни пропаганда болады. Сендердің насихаттап отырғандарың не? Жалпы қазақта бар ғой, жеңге мен қайыныңкі, жезде мен қайыныңкі. Ол таусылмайтын әзіл ғой. Әрине. Не айтса да. Солымызбен ұнаймыз да, біз бір қатты бір пайда береміз деп айтамаймыз. Халық өз керектісін алады. Көңіл күй сыйласақ, соның өзі пайда деп ойлаймыз, әдемі. Біз өзіміздің істеуіміз керек, тек күлдіруіміз керек. Күлкінің арасынан өздері тауып алады халық. Біз саясат туралы да айтып жатырмыз, әйтеуір Аллахтың разылығы үшін деп те арасында сондай діни нәрселерді де қосып қоямыз. Жаңа оң қолменше деген сияқты жеңіл нәрселерді біз шілей дінге кіріп кетсек те андай не болып кетеді, қабылдамай қояды. Шілей қатты боғауызға кіріп кетсек те не болады? Қалай бар, солай. Сол ортаны ұстап тұрмыз қазір. Халыққа барынша енді бірақ пайдамыз тигізгіміз керек. Халық өзі қалай қабыл етсе, солай қабылдап алады. Әдетте дін шығармашылықты шектейді. Сендерде ондай шектеу басталды ма? Жоқ, бізде ондай жоқ. Негізі дінде әзілге шектеу қойылмаған, негізі ше? Жоқ, жаңағы ер адам, әйел адамның рөлін ойнауға болмайды деген секілді шектеу. Ол киномен тоқталады. До конца, бұл ертең бала шағалы болса да ойнайды деген сөз емес. Шектеу бар. Иә, ода шектеу бар. Діннің фанаты емессіңдер ма? Жоқ. Ниет тура. Иә, бәрін айтатыны. Біреудің ала-жібін аттамай, ниетіміз турап, әйтеуір қайырымдылығымызды жасап тұрамыз. Жігіттер, осының бәрі немен аяқталады деп ойлайсыңдар? Адам ешқашан өйтіп ойламау керек. Аллах тағала қай жерге дейін бұйыртты, сол жерге дейін барасын. Еңбектене беру керек, еңбектене беру керек. Көбісі бізге айтатын, қазір сендер қайнап тұрсың, бар кез ертең өтеді уақыттар. Ары кетсе 2 жыл. Өшесіңдер. Мен таңғаламын, неге өйтіп айта береді бізге? Қызғанна ма? Еңбектеніп тұрсаңыз, болды ғой еңбек. Мақұл біз өшіп қалайық та, біз бұл жолдан бір тиын таппай қосылайық мақұл. Ең бастысы біз осы нәрсені көрдік. Мысалға сіздің бізден қазір сұхбат алып отқанымыздың өзі біз үшін дәреже. Бұл нәрсеге жете алмай жүрген қанша адам бар. Ең бастысы 4-еуміз миллион деген атты шығардық былай. Сол мақсатымыз жеттік, шүкір. Біз осыған жеттік, и дальше өзіміздің ойлаған мақсатымызға жету үшін күресе береміз. Ол мақсатқа жеткеннен кейін тағы мақсат, сонымен өз қартайған кезіңде немерелеріңе, ауылыңа, еліңе сөзің өтіп отыратын адам болсаң, одан артық бақыт жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Мұхтар Шаханов ағамыздың мынандай бір әдемі тіркесі бар. Үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға дейді. Иә? Сондықтан да менің айтпағым енді анау тұрған кубокты арман еттіңдер, үлкен мақсат қойдыңдар. Мақсатқа 7-8 жылда жеттіңдер, қолға алдыңдар, көтердіңдер. Ары қарай мақсаттарың, армандарың таусылып қалмаса екен. Өйткені адамды алға жетелейтін арманы мен мақсаты ғой. Миллионда арман да мақсат та бар ғой. Бар. Біз осы кубокты алғаннан кейін оңай екен ғой деп қалдық та. Енді келесі мақсатымыз бізге қиын сияқты болып тұр. Біз анау қазақша соң бәріне несіне барып, премьерасына баратымыз. Қоянбаев ағамыздың кинолар. Иә, басқа елебескер бәрі рахмет шақырып атады. Соңғы қатарға отырып аламыз да, кино басылмай атып, актерлар, продюсерлер бәрі келеді отырады. Сөйлейді, қалай жақсы тамашалаңыздар, анау сөз сөйлейді. Қарап отырамыз. Сәл қап тұрып, қан жерге тұруға біз деймін. Сәл қап тұрып, бірақ арада қаншама қатар бар да. 10 қатар бар. Көп. Соның бәрін етап еңбек деп ойлаймыз. Соны бейтіп барып, сүйерге тұрармыз. Біз мына актив залда мысалға 456 орындық па, 2013-те екеуміз студенттер мерекесі күні шыққанбыз 4-еуміз. Бірінші команда құралып осы сахнаға. Ажи құрамасы. Мына залды біз, мына университет таныса ғой бәріміз дейміз. Осы университетке звезда болсақ қой деп. Соң осы залды күлдіртіп, осы жерден бір жұлдыз ауруына ұшырап, андай бізге неде қыздар бүйтіп қолпаштап сені түсіріп сүйретке түсейік деп арт жаққа іздеп келгенге бір сондай бір керемет кездер еді. Сондай едім. Сонымен сәл ары қарай кетіп, біз звездовать етіп бүйтіп зорай айырып тадыға деп атсың, жаңған ағайларың шығып, не бол? Кішкене түсір кеудеңді, сабаңа кел деп отыратын ағалар да болды ар жақта. Сөйтіп жақсы болып келіп, міне әдем қалыпқа түсіп, қазір ақыл тоқтатып, енді андай көп сөйлейді енді, жұлдыз ауруына ұшырап қалған жоқ, андай-мындай деп. Ондай нәрсе бәрінен өттік деп ойлаймын. Жігіттер, жақсы еңбектеріңе табыс тілеймін. Жалпы көргеніме, жүздескеніме қуаныштымын. Мен арнайы келдім, себебі көргім келді.
қандай жерде еңбек етіп жатыр, қалай өсіп жатыр. Мен Алматыда да сендермен жолығуыма болар еді, бірақ жұмыс осы жерде ғой. Иә. Қайнап жатқан. Осы жақтан той шықты десеңіз. Мен сөзіңіз аузын қуанып отырмын. Осы 4 бала 8 жыл бұрын осы жерде ешкім танымай, ана тұрған прожекторлар бар ғой. Осы жерде қонып, түнде суыт отопление өшеді. Жаураймыз. Көсек жоқ, басқа жоқ. Білмеймін, жайдарманға деген, КВНге деген махаббат андай. Қонып, түнде жаурайды. Бәріміз құшақтасып, парабойлардың түбінде жатқанбыз. Сөйтсен Ерболаттың пысықтығы, прожектор жанса қызады ғой бұл. Бұл өшпейді да қызып тұрады. Жарықтың свет жаққан, соны алдына бар ұйықтауды азанда. Теріліп ұйықтап отырып, содан кәстір. Сөйтіп өскен балдарға міне білдей осындай өзіңіз секілді өзіміз көріп жүрген Аман Тасыған ағамыз арнайы келіп бізде осы жерде, мысалы, біз ойлаған жоқпыз, осы жерде тура осы отырыс, қазір енді сәл салмақ қостық, танымалдылық артты, әйтпесе тура осы кішкентай балдар еді, майонез кетчуп жеп әлі есімізде, қазір бір ерекше көрініп отыр, сіз іздеп келді. Сізден кейін 2 канал күтіп тұр сыртта. Кубогымыз тұр алдымызда. Шүкір, Аллаға шүкір дейміз бәрі. Осының бәрі еңбек, бірлік, осының арқасы. Шүкіршілік қой, Аллаға шүкір. Шүкіршілік арта берсін, еңбек жана берсін. Рахмет. Тек тілектестік танытамыз. Жақсы контент күтеміз. Үлкен кинотеатрда, көп көрерменнің алдында көркем фильмді көрсетулеріңе тілектеспіз. Рахмет. Біздің командамыздың және миллион фандардың, жақсы жандардың атынан сізге де алғысымыз шексіз. Рахмет. Күшті сұхбат болды. Жазыңыздар, тіркеліңіздер, миллион КВН командасы. Талқылайық.